Армысыз құрметті көрермен, эфирде Комент Шоу бағдарламасы. Бүгін біз қызық бір қонақпен әңгімелесейін деп тұрмыз, жігіттер. Қалайсыздар, амансыздар ма, бәрі жақсы ма? Керемет, Еуро бітті. Еуро бітті, Чемпиондар Лигасы Қазақстан үшін бітті десей. Басталмай жатып, бірде бір Басталмай жатып. Жоқ, мен айтамда, Петрокуб деген команданы өте алмасақ, неғып жүрміз біз Чемпиондар Лигасы? Ол Петра дубль болса өтетін, Петра куб болып кетті. Куб болып кетті. Басынан бастап бір депрессияға бізді не істеп жібердің да? Кішкене жақсы жаңалықтар бар ғой, мысалы Саудгейт ұлттық құрамадан кетті деген жаңалықтар бастасай. Жақсы бір қуанышты жаңалықтардан бастасай. Гаррет Саутгейт Англия ұлттық құрамасынан кетті, енді былай кететін белгілі болып тұрды ғой, жалпы. Бірақ жалпы созады екен, осында келісімшарт танымау деген әңгіме айтуды өтірік болып шықты. Сэр атағын береді дегенше не болды дейді? Бәріне айтып қойдық қой. Берет, қорықпасашы, мен звондап қойдым. Мысалы, мынау Еуропа чемпионатында енді Англияның ойыны қызықсыз деп отырмыз. Алда әлем чемпионатының іріктеу басталады, және келесі жылы 2026 жылы әлем чемпионатында неше команда қатысады? 40 па? 48 команда қатысады. Гаррет Саутгейттің ойыны Қазақстанда болады. Бұйырсын. Іріктеуде десе. Петрокубты клубтарымыз өте алмай жатыр. 64 болса 100% шығамыз. Жоқ, 48 құрама ойнаған кезде Саутгейттің Англия сағынып қалатын шығармыз, иә? Жаңа Зеландия, Сьерра Леоне деп тұрса мысалы. Жақсы ғой. Оның бір жақсысы бітеді ғой. 48 команданың топырлап бір топтық турнирде ойнайды, сосын 32 команда қалады. 16, 8, сақ. Сақ емес қой, сақ. Саған жақсы емес пе? Комментатор ретінде көп матч жүргізесің. Мен енді жаңа Зеландия, Ангола деген матч жүргізгім келіп тұрған жоқ десе. Жоқ, ол нарық жағынан жақсы да, бәріне осы спорт индустриясына жүрген бәрі ақша табады, бетет сөйтеді, бірақ кішкене андай тәубаға келу керек деп ойлаймын да, кішкене бір 32 ма болды осымен. Түсінбейсіңдер, бәрі де Қазақстан құрамасының мүддесі үшін жасалды. Біздің лобби ғой ол жерде. Дарменқұлов мырзаға рахмет. Мырза арнайы Швейцарияға барып Цюрихқа FIFA-ның президентімен сөйлесті ғой. Сосын өзі Астанаға келіп сөйлескен ғой. Иә. Біз сіздер үшін не істейміз деп. 48 болса точно шығамыз деген ғой. Бірақ қандай ойын болмасын, оны қызықты етудің бір жолы бар. Біздің Комент Шоу бағдарламасын қолдап, осы шығарылымның шығуына септігін тигізген Винлайн компаниясына алғысымызды білдіреміз. Кез келген матчты Винлайн арқылы қызықты ете аласыздар. 100 мың теңгеге дейін бонус беріліп жатыр. Винлайнның қосымшасын жүктеп алыңыздар да, және алдағы ойындарға өз болжамдарыңызды қалдырсаңыздар болады. Сәттілік. Жігіттер, бүгін бізге қонаққа Алмат Бекбаев келді. Әңгімемізді созбай ортаға шақырайық, және өзің сөйлестің ба? Жерлесім деп шақырып. Екеуміз бір ауылданбыз ғой, бір ауылдан. Қазір айтар әңгімеміз көп болады. Ерекенің досы, мен ауылдасын, жалпы Алмат Бекбаевпен біраз қызық сұхбат құрайын деп тұрмыз. Ендеше қонаққа Алмат Бекбаевты шақырамыз. Екінші мәрте Комент Шоу бағдарламасына келіп тұрсыз. Сәлем достар, сәлем футбол сүйер қауым. Қош келіппін. Бүгін бір керемет көңілді выпуск болатыны сенем, өйткені Алматты бәріміз білеміз ғой, сұхбаттардан, әрбір интервью, ең бір журналистермен жалпы қарым-қатынасы ең жоғары футболистердің бірі да. Түзу дейсің ғой. Иә, сол үшін бүгінгі шығарылымда нағыз бір көңілді, өте бір атмосферлы деп айтыла ма, Әлеке? Атмосфералы. Ал шығарылымнан кейін пицца жейміз. Сен Қостанайдан уже заказ беріп қойдың ба? Свежий болсын, пожалуйста. Мәскеуде Комент Шоу түсіргенде Әлекен қазақ еген еді ғой. Иә. Константин Генич. Иә, Константин Генич. Дәм көріп, ойбай, қазылардың сен тамаша жақсылап жеп отқан сол кезде, иә? Одан кейін заказ беріп отқан жоқ па, хабарласып? Жоқ. Негізі немен айналысасыз қазір? Жұмыстан кеттіңіз ғой енді. Пиар директор болдыңыз ба? Арт директор болдыңыз ба? Соңғы 7 айда бізде Парвиха деген ресторандар, Мята Голд деген жерде Жарнама қалай кетті, иә? Арт директор болып істедім. Өзіме бұл сала өзіме жаңадан аштым да өзім үшін. Енді опыт жинау үшін, тәжірибе жинау үшін ғана жұмыс істедім, ондай ақша үшін емес, әшейін өзім тәжірибе үшін. Ақшам көп дейсіз. Футболшы ретінде тапқан ақшаңыз бітті ма? Бар ма әлі? Жоқ, мен бір сұрақ қоямын. Қызметіңіздің ішіне қыздар шақыру болды ма? Қыздар шақыру емес, адам шақыру болды. Адамдарды шақырып маркетинг деген сияқты. Болды ондай.
қай жақта мықтырақ, Мятоголдта ма әлде Мақтааралда ма деп қой. Шымкентте жақсы деймін, Мақтааралды айта алмаймын. Футболшы кезде тапқан ақшаңыз бітті ма әлі бар ма? Футболшы кезде тапқан ақша қалай айтсам болады, сол кезде мысалға недвижимость салып қойғаннан кейін ол ақша бітпейді ғой. Жұмыс істеп жатыр, иә? Жұмыс істеп жатыр, инвестиция сияқты, дұрыс па? Ол ақшаны бір нәрсені алдың, сосын оны саттың, пайдасын көрдің, сол ақша әлі айналып жүр. Өзі көрсетті ғой бірнеше рет скринде. Постоянно выписка жасап, иә? Бәріміз көрдік. Жаңағы Барвиха деп отырсыз, тағы басқа деп отырсыз. Шақырышы десе. Шақырыш сосын ба? Ол салаға қалай барып жүрсіз жалпы ол? Біреу шақыра ма, жоқ өзіңіз? Жоқ, досы бар ғой. Досы ма? Иә, мен досым бар, Омар деген досым, баяғыдан футбол ойнағанбыз бірге кішкентай кезімізде. Бірақ ол қазір өзі бизнесмен. Сол мені шақырып айтты, осы сенің атың бар, сен басқа мемлекеттерде көп боласың, басқа сен көз қарасың, басқаша, соны бізге келіп көмектес, істеп көр, ешқандай қысым ештеңе болмайды, сен осыны шақырды, соны ойладым, мен әшейін жүрмін бәрібір пенсиядамын қазір. Неге бармасқа деді, өзің Футболшы кезінде қызыққанмын десеңші. Бесплатно стейк жеуге болады, иә? Бесплатно тамақ, кальян шегуге болады, иә. Бапкер ештеңе демейді, бапкер жоқ, иә? Президент ештеңе айтпайды. жоқ. Дмитрий Алексеевич, иә, айтпақшы, ол қатаң тренер болған. Менің ойымша, өзі тәртіпке үйренген адам, ол жерге барғанда да өзін босаңсып сала бермейтін шығар деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Олай, мен өткен арт директор болғаннан кейін бар адамдар, келген адамдар барлығы маған қарайды, қалай мен іс-қимылдарыма қарайды, сол үшін олай босаңқы өзінде қалай айтсам болады, Еркін, тым еркін. тым еркін өзімді ұстай алмай жүрмін. Енді қатаң болып жүрмін да, енді қатаң емес слишком, енді сонда да өзім жұмысым ғой, андай қатты жұмыс емес енді. Қалай айтсам болады, лайт. Ал енді келген адамдар, ой, бұрынғы футболшы деп таңғала ма, жоқ, былай білмейтіндер көп екен. Иә, таңғалды, айтты олар, сен футбол ойнап жүрдің, қалай арт директор болып кеттің деп. Қалай несовместимый нәрселерді қалай істеп жүрсің бұл жерде деп. Қалай жауап бердіңіз? Негізі футболшыларда популярный профессия мансабын біткеннен кейін диджей болып кетеді, сон клубта. Басқа таппашы Никотонин бар ғой. Мен диджей болуға не жоқ, ондай планда жоқ. Руслан Никматуллиннің конкурс алды. Ну, арт-директордан диджейге уже жақын жол. Жақын. Өйткені менің жұмысыма диджейлердің жұмысы кіреді, шоу-балеттің жұмысы кіреді, атмосфера, маркетинг, сондай нәрселер. Сосын анау селебритилер шақыру деген тоже соның бір жұмыстың бір несі ғой. Осы біз білеміз, енді Шымкенттің тойларына неше түрлі Kanye Wesттер, Бейонстарды келіп кеткен дейді ғой, енді ол жағын білмеймін. Осы сіз істеген жаңағы нелерде кім прям супер селеба деген келген? Супер селеба бізге шақыра алмадық, өйткені Заттыбек десе. Шақыра алмаймыз, өйткені Барвиха негізі ЖК-ның астында да, жылойдың астында, и қатты шулауға болмайды. 11-ге дейін ғана шулайсың, болды, одан кейін шуласаң адамдар... Көшеге келгенде өзің разводить етесіз бе? Жоқ, бір рет те барған жоқ, потому что олар үйреніп қалған, постоянно полиция қызметкерлері келіп, солармен уже администраторлар өздері шешетін. Анда-санда Арман Пірманов келіп кальян тартып кетеді ғой. Арман келеді, постоянно стейк жеп кетеді. Пиво есімде жоқ, іштім ашып енді. Біз енді Әбдіәлеке екеуміз бір ауылдан дейміз, Түлкібас ауданы, Тұрар Рысқұлов ауылы. Бірақ сіз негізі Қызылордада дүниеге келгенсіз, иә? Сол балалық шағыңыз жайлы бастап айтып кетсеңіз. 84 жыл дүниеге келдім, Қызылорда қаласында өзінде. Сосын футболдың алдында басқа спорттармен айналыстым. Қандай? Кикбоксинг. Абайлап сөйлейін бе? Иә, кикбоксингпен айналыстым. Басында ол кикбоксинг бізге кішкене ақша төлеу керек болды да. Ата-анам айтты, бір 2-3 ай төледі. Жоқ, 2 ай емес, жарты жыл төледі. Сосын бізге кішкентай болғаннан кейін, біз где-то 9 жасында ма, бізге тағы да бір 3-4 ай бесплатно келе берсін деп айтты.
содан кейін уже бармай қойдым өзім. Бірақ кикбоксингке примерно 1 жыл айналыстым. Сосын футболға бардым. кикбоксинг пайдасы тиді ма кейін сосын футболда? Иә, тиді. Өйткені кикбоксингте бізге көп созылдық біз. Созылу қабілетін. Иә, денен ары бері созылу. Иә. И андай қалай айтсам, спарринг көп болды да. И мен өзімді кішкене қалай айтсам болады, мужественный, қалай айтса қазақша. Тренировкада вообще бәріне бәрін жегіздім десе. Ермелес болып өсіп кішкене. Сол пайдасы келді деп ойлаймын. Ал енді біздің қазақтың балалары футболшы болғысы келеді, бірақ қақпашы болғысы келмейді ғой. Қалай қақпашылық таңдап жүрсіз? Негізі қорғаушы болдыңыз ғой, иә? Семіз басында? Жоқ, бойым ұзын болды. Бойым ұзын болды. Обычно 7 жерді қояды ғой. Мен бірақ нормально жүгіретінмін. Ұзындарды қорғаушы қылады ғой, дұрыс қой. Вратарлық тоже ұзын болу керек те. Басында сол Дюшаға барып жүрдім Қызылордада. Біздің вратарь, бір-ақ вратарь бар еді бізде. Ол постоянно тренировка. Оның өзі орыс па? Жоқ, өзі татар. Ол өзі жылауық біреу десе. Жылауық ешқашан тренировка тұрғысы келмейді да бар тұғын. Мен ойнаймын или кетемін. Сөйтіп постоянно жылап, бір күн келмей қойды. А мен ответственный ойыншымын да. Тренер не айтса, бәрін орындаймын. Давай сен тұрып көрші дейді. Тұрдым, сосын вообще басында болмады. Қорқатынмын доптан. Құлай алмайтын, өйткені біз залда ойнайтынбыз. Ағаш қатты құлауға қорқамын. Доп қатты тепсе қолыма ауырады деп ше. Бірақ мен доказы істей бердім да. Сосын сөйтіп ары қарай. Негізі біздің кезімізде вратарь болудың екі себебі бар ғой. Біріншіден сөйтіп біреу братанда тұрғызып қояды қақпаға, сен давай толстой на ворота деп. Немесе андай біреу күшті перчатка алып қойса, сол перчатка кигің келеді да. Андай бір болады ғой андай. Несі мына жерінде пупырышка сол перчатканы киіп алса, мен ортаға онда депші. Біздің кезімізде ондай перчатка болған жоқ па. Сонымен қалай қызығып кеттіңіз сол қақпашылыққа? Содан кейін біз Тұрар Рысқұлов ауылына көшіп кеттік. Отбасыңызбен ба? Отбасымызбен, иә. Футболда бір жыл болды айналысқан сияқты. Қызылордада 10 жасымнан 11 жасында көшіп келдік. Ауылда футбол болмады ол кезде басында. Сіз көшіп келгенде мен туылыппын ғой сонда. 95-те көшіп келдік. Футбол болмады. Әшейін мектепте ойнап жүрдім. Секциясы болмады. Сосын 1-2 жылдан кейін футбол басталды. Бізде секция ашылды. Футболға бардым, қатыса бастадым. Сол кезде де мен басында вратарь болып бастамадым, защитник болып ойнап жүрдім. Сосын кейбір ойындарда воротаға тұрып, сосын ладно, мектепаралық не болды, жарыстар, мектепаралық жарыста неге воротаға тұрдым да, мектепаралық жарыста бір пенальтиден біз ұтып кеттік әйтеуір бір нәрсе болды. Сол бәрі мектеп мені көріп, мақтап сол кезде, сосын әкем де көріп сол кезде. Сен несін тұра алмайсың дейді да маған, әшейін пацан ортадан ұрды да, пенальти. Соны шығардым мен өзім, сонда да содан кейін уже интернат Шымкент облыстық Бекзат Саттархан атындағы спорт интернат тренерлері мені шақырды сол жарыстан кейін да. Сосын әкеме не деймін, әкем қарсы вообще футбол. Басынан бастап футболға қарсы. Неге? Ақша таппайсың деп. Иә, ол кезде біз советский адамбыз ғой бәріміз. Білім алу керек деп. Одан да арт директор болды десе. Дұрыс қой енді. Енді, иә, олар не қамын ойлайды ғой енді. Иә, болашақты ойлайды ғой. Болашақты ойлайды. Неге ондай футболда ештеңе таппайсың? Андай бір не сабақ оқысашы одан да. Иә, сабақ оқы или военный бол, бір нәрсе әйтеуір үкіметтің несіне жұмыс істе деп ше. Сондай настроениемен мені футболға жібермейтін. Қарсы болатын. Мен қашып үйден сосын футболға келген таяқ жеп. Көп рет таяқ жедім. Иә, жалпы сол кезде сондай едім ғой, тренировкаға барсаң айтып білесіз қойды. Мен сол үшін негізі мансабымды аяқтадым. Ата-анамда қарсы болды, бірақ мен 5 жыл жүрдім өзім. 5 жыл жүрдім. Яғни болып бармайсың деген кезде аяқтай салдың ба? Шаршадым, күнде төбелес. Содан кейін интернатта әкесі қарсы болғанда мамасы қолдайды ғой сізді? Мамам қолдады. Әр бастауларын мамам әрқашанда қолдап жүрді. Бірақ әкем постоянно қарсы болды. Сен үйде мынандай, біз өткен Ванукке барғаннан кейін бізде мал басталды. Мал қора, совхоз, колхоз өмір басталды. Мен қаладан келіп ауылға барғаннан кейін маған қиын болды да. Біз
басында ешкі ұстай бастадық, асырай бастадық. Сосын ол сиыр, одан кейін аттар, қойлар, мен кәдімгідей Сонда ауылдай анау болып кеттім. жем салу, мал жайғау, анау мынау сосын соның бәрі. артын тазарту, Астын огород тазарту. егу, ё-моё, футбол деген жоқ вообще. Сосын анау бір нәрсе сарай соғу Зато деген. физика бар. Иә, зато физически мен Ана қора тазалап жатқанда тезекті теуіп бір-екі рет там. ондай болмады енді. Ауылда ойнайтынбыз дворда. Ол кезде ол былай кәсіпқой футболшы боламын деген ой жоқ қой ол кезде, Футбол жоқ, мен армандадым, бірақ Арман, иә, только арманда болды. Осы ауылдан тез кетіп қалайын. Иә, шаршап, тезірек ауылдан кетіп қалу деген армандап жүрдім. Постоянно. Сондай армандар болды. Арманыма жеттім мен. жаңа неге интернетқа барған кезде былай кім былай сүйреп шықты сізді былай айтқан кезде болашаққа? Интернатқа барғанда конкурентім екі вратарь болдық. Мен конкурент бойы кішкентай болды, нашар екенін білдім да сразу. Мен өзіме, білмеймін, өзіме ұнады сол біздің новый өзімнің ойыншылар, қасым защитниктер более профессиональный да, ауылға қарағанда. Более әркімнің өзінің позициясында жақсы өзін көрсетіп, сосын біз жарыстарға бара бастадық. Бірінші жарысын біз Өзбекстанға бардық, Черчик қаласына. Сол жерде үшінші, екінші орын алып, одан кейін өзімде сенімді бола бастадым да өзіме. Тренерлер өзіміздің сол интернатта бізді сүйрей бастаған. Кузнецов. Сол кезде сізбен бірге жаңа жаттығуға қатысқан балалардың ішінен қанша профессионал футболшы болды, кәсіпқой футболшы болды? Біреу де болмады. Болмады. Неге? Білмеймін. Не нәрсе әсер етуі мүмкін сонда? Менің талпынысым шығар. Білмеймін. Мен ауылдан тез кеткім келді, армандап ше. Андай малдан шаршап, огородтан шаршап, только есілдер футболға адам болып кетті. Қалған балалар, может, мен қасымда оқығандар, может быть, ондай талпыныс болмаған шығар. Олардың ішінде бір сондай Месси болмаса да бергі деңгейге жететіндей бір потенциал бар болды ма? Болды потенциал, хотя бы дубльдің уровне баратындай ойыншылар болды, бірақ білмеймін, көбісі бара алмады. Қазір араласып тұратын бар ма арасында достарыңыз? Иә, мен әлі группа бар бізде, интернат деген группада әлі сонда кішкене араласамыз. Сіздің бірінші клубыңыз Достық командасы, иә? Сол клуб туралы айтып беріңізші. Мысалы, мен Достықтың ойындарын көріп үлгермей қалдым. Есей ағайын білетін шығарсың. Білемін. Достық синтез болды сөйтіп. Официально Достық, иә. Оның алдында бірақ менде Томирис деген команда болған. Синтез. Бывший синтез, бірақ Томирис. Ордабасы болып кетті ғой кейін. Иә, Достық болып кетті. 15 жасынан бастап, иә? Иә, 15 жасында дубльге ойнап жүрдім солармен. Бірақ ол кездегі условиялар вообще нашар еді. Менде формада болмады. Бір мынандай футболка болды, Динамо деген мына жерде. Сонымен ойнап жүріп, перчатка жоқ, ішінде бутсы жоқ. Екі трико киіп алып, чтобы құлаған кезде. Трикомен. Бірге ойнаған жоқсыңдар ма? Мен жалпы енді менде түсінігім бар ғой сол кезде. Гетриштікі болды ма? Гетри да болмады. Қолғап болмағаннан кейін. Сонда мына жаңа Томирис командасын, жастар командасында ойнайсыздар сіздер, иә? Жоқ, мен основамен ойнадым. Основада? Қандай лига ол сонда? Дубльге. Дубльге ойнадым. Бірінші круг дубльге ойнадым. 10 класс бітірдім интернатты ше. И бірінші круг дубльге ойнадым жазға дейін. Өздері шақыра ма? Сонда қалай кәсіпқой деңгейге өтеді деймін да футбол? Ол кезде вообще кәсіби деген жоқ. Ол кезде даже контракт та болмады. Әшейін мен заявить етті, немен удостоверение метрикамен. Осындай 15 жасар бар бізде, фамилия аты бар, болды. Формада жоқ. Масқара. Сонымен бірінші круг ойнадым. Сосын әкем айтты, анаяқта условия нашар болды Томиристе. Бізге күніне 200 теңге беретін тамаққа. Сосын жаяу бір жерде тұратынбыз, бір 5-6 бала болып ше. Бұл 200 теңге негізі компьютерға ночқа барғанға да. Ночь емес енді. Тамаққа да ақша қалдыру керек еді. Тамаққа қалдыру керек. Сол 150-ін құртатын едім да күнде, 50-ін кішкене жинайтын. Сөйтіп машина алдым деді. Өзіме киім алғым келді, киім жоқ қой вообще. Формада жоқ қой, иә? Формада жоқ, иә. Сонда Томиристе ойнап жүрсің, мына жерде Динамо деп жазылып тұр, иә? Енді басқа вообще, білмеймін неге андай... Отса эмблема сүйіп жатыр деймін. Білмеймін неге... Бұлты деп. Сол кезде ойнаған тәжірибелі футболшылар неге маған көмектеспегенін білмеймін да. Мен мысалы соны көргенде, мен мысалы Алматты көріп тұрмын сол кездегі ше. Көмек керек, мысалы форма жоқ, бутсы жоқ, көріп тұрмын да. Мен көмектесер едім да. Білмеймін неге маған ешқайсысы көмектеспеген. Жоқ, ол кезде сол тәжірибелі футболшылардың өздерінде де ақшасы шамалы. Иә, нашар еді, бірақ сонда да бір
қол күшін берсе болар да, бір ескі майкасы ма біреу ше, шорт деген біреу. Мен мысалы қанша жастар келді біздің командаға, бәріне көмектеседі, ескі жағдай жоқ екен көріп тұр, сразу білінеді ондайға. Білмеймін неге ондай, может сол кезде ондай болмаған шығар ойлар футболистерден. Сол командадан танымал болған бар ма қазір? Бар, Ордабаев, Файзулла, Қанат Мұсатаев, Қайрат Ашырбеков. Олардың бәрі жұлдыздар ғой Қазақстанда. Олар уже кетіп баратқан, сол бітіріп басқа командаға кетіп жатқан. Потому что ақша жоқ еді ол команда. Только 200 теңге. Ол 200 теңге үлкендерге де беретін? Жоқ. Иә, бәріне. Жоқ, оларға 500 теңге береді. Маған жас болғаннан кейін 200 теңге береді. Бірақ олардың айлықтары бар еді тағы. Менде айлық жоқ. Неге айлық жоқ? Контракт жоқ па? Контракт жоқ. Ештеңе жоқ еді өзі. Условия жоқ вообще. Даже ГПХ емес десе. Вообще ешқандай айлық жоқ еді. Мен айтып отырмын, 50 теңгеден жинап футболка сатып алдым өзіме базардан. Қиын еді ол кезде. Жаяу барасың, тренировка, автобус. Сол кезде футболда ұстап қалған не? Сонша жағдайдың жоғын көріп тұрсың мысалы. Мен кетіп қалайын деген ой келген жоқ бұл кезде? Келді, сосын әкем айтты, сен не алып жүрсің, давай қайт мына жақта сарай соғу керек. Қайттым, ауылда сарай соқтым. Мен сентябрьде оқу басталды, 11 класс. Сол сентябрьге дейін дейді 2 ай ма? Жазда, июль, август, кажется, 2 ай сарай соқтым. Сосын айттым, болды уақыт. 11 класс бітіру керек, қайтайын. Шаршадым, потому что малдан қайттым, айтып отырмын. Сосын қайтып келдім, уже более серьезно, потому что мен уже сенімді болдым. Уже сарай соққам. Иә, сарай соққам уже. Мал деген малдан өсіп жатыр. Енді үлкен футболистермен тренировка жаттыққан сайын өзіме сенімділік пайда болды да, и мен интернатта уже как лидер болып, 11 класс лидер болып келдім. Сосын біз әртүрлі жарыстарда ұта бастадық. Сосын мені қайттан жігер деген есіне, жоқ, достық командасы тренировкаға шақырады. Мен анаяқтан интернаттан әшейін ұйықтап қой келедім да, анаяққа тренировкаға шақырадым. Олар уже маған форма берді, Adidas, кроссовки, бірақ мен оны бәрі киіп кие алмаймын, өйткені интернатта бізде баристер алып қою мүмкін киім. Потаская деген. Анаяқта интернатқа кірмей жатып, забордың артына пакетке салып қоясың, өзің жаман киім киіп келесің. Солай сосын қайтадан тренировка барған кезде киіп анаяққа барасың. А полкаларды ақтармай ма? Қарап шығып. Жоқ, интернатқа әкелмейсің оны, забордан анаяқтан. Өзі тұратын жері бар. Кладовой. Алар көрсе алып қоятын. Баристер андай авторитет болатын ба? Баристер бізде, больниктер. Футболшылар ше қандай болатын? Футболшылар ең соңында. Футболшылар тез жүгіреді деген баяғыдан сол не бар ғой? Қорқақтар бәрі, иә. Енді біз білмеймін, төбелесе алмаймыз, күресе алмаймыз. Осындай боймен қалай? Мен төбелесе алмаймын. Боксинге бардым ба? Мен 3-4 интернатта төбелескенмін баристермен негізі. Мен единственный шығар сол, білмеймін. Потому что біздің интернатта түлкібаскилер ұстады да. И олар баристер кішкене бізге поддержка, маған. Басқа балдар енді басқа облыстардан келген, басқа ауылдардан. И сол үшін менде кішкене поддержка болғаннан кейін дух бар. 2-3 рет төбелестім, бірақ таяқ жедім. Сонда бірінші андай кәдімгідей келісім шарт сол достық командасымен болды ма? Жалақы төленген, форма бірінші контракт. Дұрыс айтасыз, 2001 жылы кәдімгідей 3,5 мың теңге айлықпен контракт берді. Сосын командалар жиі ауыстырдың ғой, Ордабасы, Қайсар, Ақжайық, Яссы командаларды. Неліктен осы командаларда ұзақ ойнаған жоқсың? Неліктен басында ойнағым келді. Дубльде ойнадым, сосын запаста отыра бергеннен кейін ойнағым келді да. Басқа командаға барым, іздегім келді өзімді. Если возможность болса, ойнаған дұрыс та. Бұл жақта тәжірибелі қақпаштар тұрған шығар енді? Жоқ, бірінші лигаға бардым, сосын Қызылордаға бірінші лига болды. Уральскте бірінші лига болды. Сияқты өзім кішкене тәжірибе жинап. Сосын Ордабасыға қайтып оралып келдім. 2-3 рет па келдім Ордабасыға. Мысалы 18 жастағы, 17 жастағы бала келді дейік, екінші қақпашы, үшінші қақпашы үлкен ойыншылар, тәжірибелі ойыншылар не істейді? Оны психологиялық түрде шабуыл жасай ма, жоқ демей ма? Сол кезде мысалы 2000 жылдың басында қалай болды? Басында бізге футболистер енді кішкене советский не болғаннан кейін ба, тәжірибе қысым болды енді. Мен ең жас футболшы болдым да. Мен постоянно пивоға жіберетін, аяқа магазинге, автобусқа тез бірінші болып отыру керексің кетер кезде. И
ең соңында шығасың тез бәрін көмектесесің сумка анау ойбай ондай сен администратордың жұмысын істейсің ғой енді дедовщина дейікші иә сол кезде сондай болған кәдімгідей ана бутсы тазалау деген енді до того жоқ па бутсы тазаламайтынбыз жоқ анау Англияда өйткені Пол Сколздар айтады Джон Терри иә бәріміз 17 жаста бәрі анау основаның бутсысын тазалайтынбыз жоқ біз кәдімгідей тазаламайтынбыз бірақ сіздер қартайғанда жастар өзінше болып кетті ма жастар өзінше қайтарамын деп ойлап едіңіз болмай қалды ештеңе ма тасымайды ештеңе ответственность жоқ андай қақпаны Енді доктор ол- тасиды ғой жоқ ладно ол неден раздевалкадан полеға алып келесің ғой 5 метр ё-моё су а тасиды біз анау медициналық нелерді массовистер тасиды біз анау не мысалы шымкенттен ташкентке баратын кезде граница бар да иә 3 километр жаяу жүреді сол бәрін мен таситындар сосын андай ордабасыға бірінші қашан келдіңіз ордабасыға 2003-те мен дубльде бастап ойнадым сол кезде тренер Шевченко болған бізге көп Украинадан футболисттер келді мен 3-ші вратарь болдым ол кезде бізде сол кезде Глушко деген вратарь болды сосын қандай еді тағы бір жасы үлкен 43-те вратарь болды Белошапка есімде иә сол мен 3-ші вратарь болдым ойнадым дубльге де ойнадым сол 2003-тің полностью дубльге ойнап шықтым өйткені бірақ 2002-де полностью біз достық 2002-де бірінші лигада ойнадық та сол жылы 31 ойын болды сол 31 ойын бәрін мен ойнадым негізгі құрамда 3-ші орын алдық сосын неге суперлигаға шықтық 2003-те содан кейін новый тренер келгеннен кейін мен отырдым 2004-те мені Яссарямға жіберді арендаға Ақсукентте иә олай Байситов келді беловодта ғой сол Ол Яссайраның кезде формасы жүрді ма? әдемі еді Туфлимен? негізі туфлимен жүрді Бриони, костюм сол кезде Кристинин ойнаған жоқ па Яссайранда Кім? Кристинин болды иә қазақстан құрамасын басып келді екінші групп келді бұрынғы басып иә сол кезде мысалы дубльде ойнап жүрсіз дейік түгелдей мысалы ордабасының дубльінде бір сенім бола ма ертең мен жарып шығамын бәрібір менің уақытым туады деген сол сенім бола ма әрине болады ол сезім болмаса онда дубльде болуға жоқ мысалы бірінші нөмірлі қақпашы 43 жаста мысалы ол екінші Глушко ол да жаман емес иә а былай қарасаңыз былай күн көрінбейтін сияқты турнирдің ар жағынан иә енді арманым бар ғой енді арманым жарақат алып екен деген жоқ ондай емес арманым бар мен жаспын күшім көп талпыныс бар сол үшін ойладым бәрін мен ойнаймын қанша қазір запаста отырсам да қанша тренер мені көрмесе де кейін уақыт керек әкеңіз қашан мойындады балам міне футболшы болдың сенікі дұрыс болды деп папаңыз қашан мойындады оны әлі күнге дейін мойындамадым қиын оны мойындау енді менің әкем кішкене советский адам болғаннан кейін ондай нәрселерді мойындау ондай білмеймін қалай айтсам болады қиын болған екен ғой сізге жалпысында иә қиын болды маған ал өзбекстанға қалай жол тартып жүрсіз Олар қазір қазақстандық команда ғой Әндіжан өзбекстанға 2007 жылы Орайсте ойнап жүрген кезде Ақжайықта бірінші клубтан кейін айтты маған давай сен команда босат бізге керек емессің деп сосын команда іздей бастадым бізде Қазақстанда трансферлік терезе жабылды мен сосын баяғыда танысым бар еді агент өзбек соған звондап айттым команда тауып беріңізші бар болса келе саламын деп бір күнде команда тауып берді Андижанға келесің ба деді $300 айлық конечно барамын дедім сөйтіп барып сразу киімдерін бәрін жинап бардым барғанда Ташкент границаға келген кезде қарасам паспорт жоқ қараған үйде уже түсіндім да паспорт жоқ екен и ойладым бара берейін потому что менде выход жоқ уже менде семья бар еді мен 19 жасымда үйлендім уже қызым бар еді семьям и амал жоқ границаны қалай өткен границаны через огород өттік Ташкент шекараны бұздыңыз ғой иә шекараны заңсыз сонымен барып жеттім Андижанға оларда мен ол кезде мынандай қалай айтсам болады оларда мені әшейін немен удостоверениемен заявить етті да ол кезде де мынандай біз қазіргідей тәртіп болмады да
сонда паспортыңыз жоқ па сізде? Загранпаспорт жоқ па? сол кезде жоғалтып алған ғой. жоғалтып алған. Бірақ неңіз болды, жеке куәлігіңіз Иә, болды. куәлікпен заявить етті. Екінші круг сол Андижанда болдым. Ол кезде Суперлига ғой. Иә. қалай деңгейі қалай көрдің сонда Өзбекстан? 2007 Өзбекстан деңгейі биік және ол жақта өте техника тұрғыда жақсы футбол. Көп жүгірмейді, доппен жақсы көреді, доппен болған. А қалада жағдай қандай болды? Пицца бар Қала ма? өте нашар, пицца жоқ. Өзі пицца онша жақсы көрмейді. бір палау бар шығар ол жақта нормально. Пловтан вообще олар номер бір вообще. Номер бір. Каждый четверг плов жейтінбіз, ана мейізімен бәрін істейді. Неше түрлісін? Неше түрлісін жейсің Андижанға барсаң. Анау болельщиктер қарсы алады, бір новый футболшы келсе үйіне шақырады, плов береді. Өздерінің сондай нелер бар, традиция, ырымдары бар. Жұлдыздардан Өзбекстанда кімді көрдің? Жұлдыздардан Скалари. Ривалдо. Ривалдо 2007-те келді ғой деймін. Дұрыс қой, 2007 келіп. 2007-те соларды көрдім. Соқты ма саған? Ривалдо соқпады. Соқпады. Ривалдоның командасынан. Кімдер? Джипаров солар ойнады ғой. Джипаров, Гейнрих, сосын Мержалал Қасымов. Қасымов болмады. Бітті уже. Кім болды? Шацкихтар болды ма? Кападзе, Шацких болды, нападающий. болды. Ұлықбек Бақаевтың да сол кезде не қалды? Ұлықбек Бақаевтың да сол кезде көрініп жатқан кезде ме? Бақаев, енді көрініп жатқан, бірақ ол командада только Ривалдо, Джипаров ойнады, кажется. Бунеткорден ойнадыңыз ба? Бунеткор, иә. Менде мынандай сұрақты негізі мансабынан өтіп жатырық, бірақ ең бастысы анау мынандай бір ұстаным бар жалпы футболда, андай понятие бар ғой, вратари өзгеше вайп деген. Олар өздерінше командада өзінше бір әлем бар, бір әлем деген сияқты. Сол қалай ол негізі, қалай соны түсінсе болады? Сонда несі өзгеше? Мен көп вратарлар байқадым да, негізі өзгеше олар. Мен бірақ ондай емеспін. Мен командный игрокпын. Иә, мен командный игрокпын негізі. Футбол түсіну қабілетім басты, кәдімгі футболшылар сияқты түсінемін да, қақпашы сияқты түсінбеймін. И сол үшін, может быть, мен қазір любительский командам бар. Сол команда андасында неде қалай айтсам, поледа да ойнаймын и воротада да ойнаймын да. Техника нормальный. Жоқ, анау негізі қақпашыларға көп нәрсе істеу болады деген әңгіме бар ғой, сол рас па? Даже еуропалық футболда кейбір қақпашылар жаңағы кальян тарта, темекі, анау-мынау, өйткені оларға там кросс керек жоқ, анау-мынауды енді общий физический требованиялар өтірік ол бәріне керек. Бәріне керек. Анау өзіңе қарамасаң, өйткені вратарлардың өздерінің тренировкалары бар, выносливость тоже, техника, барлық тұрғыда өзін тренер қарайды да, по вратарям. Сен если режим ұстамасаң, ондай неге мынау барлық қалай лайық болмасаң, сен запаста отырасың или вообще команда кетіп қаласың. Оның бәрі, чтобы анау матч кезінде бір концентрация жоғары болу керек қой, ең бастысы вратарда сол ғой. Настрой. Сіз көрген ең біртүрлі қақпашы кім еді жапысында? Біртүрлі қақпашы? Иә. Морев шығар, Ақтөбеде ойнаған. Фейсбукқа бір нәрсе жазды ғой, мен ауырып қалдым деп, менде қатерлі ісік бар, бірдеңе. Морев өзі синтетикаға темір шипы бутсы киетін негізі ше. Пистолетпен жүрді Ақтөбеде, иә? Сондай бір құқтары бар. Болды ма? Сосын ол тағы да бір күлкінішті момент, сол темір шипы бар ғой, синтетикада вратарлар баяғыда неге воротаға келіп аяқтарын қағатын еді ғой, балшыдан. Жоқты балшы жоқ. Соны қаға ма? Соны да қағады. Привычка болып. Негізі ол анау қатерлі ғой янда немен шығу, иә ондай? Аяқ батады ғой темір. Ол только жаңбырға арналған, жұмсақ полеға арналған да. Сонымен синтетикаға шығу. Синтетикаға шығу. Штанганы сүйді ма? Штанганы дейді. Сондай қиял әлем вратарлар болады. А жалпы футболшылардан кім қиялдау еді? Жалпы номер 1 Бауыржан Жолшиев қой. Вот. Жақсы бір история керек. Жолшиевпен табылда ойнадық. Енді өзі вообще реально қиял әлем ол. Әр постоянно бір жерде ұшып жүреді ол. Бір нәрсе жерде жоқ дейсіз ғой. Жерде жоқ. Жиналыс болса аузы аңқиып бүйтіп жүреді де, қасында бір адам керек, давай жиналыс деп. Қазір біз мына жақта жиналыс анау деп айтып тұратын адам керек та. Онымен ешкім достаспайды,
өзі постоянно жүреді. Бірақ футболшы ретінде өте талантты, дарынды, нелер, данныйлар, бойы ұзын, қатты шабады, жүгіреді, ат сияқты. Бірақ осындай моменттер бір рет таболда біз травма алып қалды да, где-то 1-2 апта тренировка істемей жүрді. Әшейін бровкада бізді тренировканы қарап отырды да. А бізде Қостанайда таболда ойнаған кезде. Бровкада легкий атлеттер жүгіреді ғой, постоянно тренировка істейді, күнде көріп. Сосын біз балалар білеміз ғой, қуғынбай екенін. Айтамыз да, давай мыналармен жарысшы, спринтерлермен ше. Жарысшы, шабасың, осып кетесің. Қойындар, давай, қорқасың ба, давай бізе. Содан кейін уговорили оны. Сосын спринтер тоже айтты, давай мынамен жарысшы, біз ең қатты жүгірген футболистер. Содан екеуі жарысты, травмированный. Ё-мо, травмированный, спринтер озып кетті. Сосын тренер көріп, сосын қайшы штрафовать еді оны. Ё-мо, сен намайсың. Оған вообще жүгіруге болмайды. Ол анам озып кетті спринтер. Штрафын бөліп тұрған жасты. Біз оны постоянно сондай подкал істейміз ғой. Ана банкомат в самолетіңіз ішінде сенің өзіңе болды ма? Не, ол кезде болмадым. Банкомат, лагман. Жоқ, ондай ол кезде болмадым мен. Ең ақылды ойыншы кім еді сіздің? Ең сондай, бәрін жағынан үлгі болатын кім болды? Әшірбеков па? Ол философ қой енді. Жоқ, Ашарбеков емес. Доктор ғой, доктор. Оның аргументі шығар, бірақ білмеймін. Ең Жоқ, ақылды... Ашарбеков емес, Ашарбеков ренжіп отыр. Ең ақылды сіз не туралы айтып отырсыз? Тұрмыста да, алаңда да тек идеальный жүреді. Мен деу керек қой бұндай кезде. Идеальный профессионал десеңші. Иә, нағыз профессионал. Тони Кросс сияқты мысалы. Тони Кросс сияқты. Иә. Мен ойымша 3-4 адам айтсам болады. Жоқ, мен ондай қатты профессионал болмадым. Менің ойымша Аслан Дарабаев бар. Сосын немен жетісуда ойнаған Мантас Куклис деген бар профессионалдар. Литовец қой? Литовец, иә. Тағы да 3-4 адам айтсам болады. Который постоянно футбол ойыннан кейін өздері несін восстановлениесі бар. Сосын ешқаққа шықпайды, кітап оқиды, постоянно ойындарда жақсы. Адам нервный дейді. Адам, мысалы, Евстигнеев Виталий. Азанда тұрады сағат 8-де отжимание, пресс, бәрін. Сол, осы 3 адам жақсы профессионал өте. Әліке, енді сіз де өзіңіз француз тілін үйренгеніңіз бар. Иә, үйренгенім. Жалпы негізі ойнаған клубтарыңыз ішінде қарап отырмын да. Француз жоқ. Рен деген Анжея деген клубта жоқ екен. Аңыздар кубогында. Ларан Молдамен. Төбелесейін деп қалдым. Французша төбелесейін деп қалдыңыз. Французша бірдеңе айттыңыз ғой оған, е? Жоқ, английша айттым. Енді бұл жақта боқтау болмайды шығар. Ағылшынша болады. Просто момент болды да, біз уже сол сборный мирамен ойнап жатырық қой. Иә. Ұтып жатырық, счет 4-3 па, сондай. И уже біз атакада едік. Доп Малудаға келді. Мен ең соң бірге бір қалып қалдық да. И сол кезде мен фалит ету тура келді. Астап қалдым да, оны жынданып маған. А менде уже карточка бар еді, жол. А у жақта красный бермейді ешкім. По правилам жоқ красный карточка, да? Маған тағы екінші жол жіберді, ары қарай ойнай берді. Сосын ғой Малуда, жындан, удаление, бір нәрсе істейді. Біз сосын ұтып кеттік олар. Вообще, Абу кім еді? Абу Диаби, солар, жұлдыздар. Камбиасу. Жынданып олар, қайнап. Аңыздар жұлдыздарды ұту керек қой негізі. Соларды ұтып кеттік, содан кейін олар жаман жынданып сөзді. Сосын Малудамен Негізі француз тілін не үшін үйренді едіңіз? Иә, біздің Мақтаралда болған кезде. Мақтаралда керек. Француз кім анау аты? Технический Жуниор Кабананга француз. Каспийде ойнаған. Кім аты ол? Сибайхи. Сибайхи болды, сосын анау біздің қара жігіт. Нюадзи? Якате? Жоқ, французша сөйлесті. Ағылшынша сөйлесті. Французша. Сенегалда екі тілде сөйлейді. Сосын кім болды? Ойбай, қазір Қырғызстанда ойнап жүр ғой, Мақтаралдың қара жігіт біздің постоянно. Дэниел Tego ма? Жоқ. Кім аты? Жоқ. Защитник. Ойбай. Мавутур? Драман.
Жоқ. Маутаршақ. Драмана көне. Көне. Ал Қырғызстанда ма? Иә. Ол қазақша орысша сөйлейді ғой. Иә, ол французша да негізі сөйлейді. Мен ойладым. Қазақстан күйеу баласы ғой. Иә, Уральсте тұрады ол. Иә. И солармен ойландым, французша постоянно сөйлейді, мен үйренгім келді да кішкене. Сол кезде үйрене бастадым, содан қойып кеттім олар Мақтааралдың кеткеннен кейін қойып кеттім французский. Бірақ бізде соған байланысты рубрика бар арнайы. Француз тілін қаншалықты үйренгеніңізді тексереміз. Қазір бізге футболға қатысты французша сөздер беріледі және соның аударма нұсқасы көрсетіледі. Ішінен дұрысын таңдап алуымыз керек. Жақсы. Parlez-vous français деген рубрика. Parlez-vous français деген не сөз? Французша сөйлейсіз ба деген. О, бастамақшы жаман емес. Кеттік онда, бастайық. Мен көзім жетпейді, кім? Сифлер ан пенальти. Симулирует пенальти. Симулировать пенальти, назначить пенальти, отменить пенальти, подсказать вратарю, как отбивать пенальти. Мне кажется, бірінші вариант. Симулировать. Симулировать па? Көрейік. Назначить пенальти. Пенальти Анау. дұрыс таптыңыз. Иә. Екінші. Авуар ан картон жон. Авуа деп оқылады деп анау. Ауа картон жон. Жоқ, анау р дегенді картон деп айту керек сол. Картон. Авуа ан картон жон. Енді картон жон деген сары қағаз деген сөз, скорее всего, Картон жон, иә. да. Получить желтую карточку. Жоқ, кім сен? Дидар, подсказка бермесейші? Мен айтып қойыппын ғой, иә. Тепловая карта футболиста, переходить на чужую половину Мен поля, ойымша бірінші. обыграть картонный манекен. Получить желтую карточку. Ал көреген. Дұрыс. Керемет. В принципе, нормально. Коны үйретіпті ғой кішкене. Не деп тұр? Il не жемабут. Il не жемабут. Бут деген аяқша. Мне. Снимай бутсы. Бірінші вариант. Екінші вариант отдай мяч. Это плохой вратарь. Гола не было. Снимай бутсы. Снимай бутсы, ма? Гола не было. Не Гола не деген. было. Болмады. Бұл вариант вообще қарастырмадым. Сонда гол деген il не болып тұр ма сонда? Не деген жоқ шығар. Ага. Нет. Селансе данун тактик. Занятия по тактике. Опасный момент. Идти в подкат. Сидеть на лавке. Мен білем мынаны. Білесің ба? Нағыз білем. Өйткені ағылшын тіліне өте ұқсас сөз. Мен де біліп отырмын. Сіз де түсіндіңіз ба, Исаға? Иә. Так. Мен ойымша опасный момент шығар. Білмеймін. Идти в подкат деп ойлаймын мен. Текл деген Мен отбор ғой. сидеть на лавке деп ойлаймын. Жоқ. Идти в подкат шығар. Сен үйренген жақсы ғой. Жоқ, ана соңғы сөзі текл отборда подкат Иә. сол ағылшынша. Дұрыс. Не деп тұр? Le ballon est touché le poteau. Мяч. Мяч қой бұл. Мяч, баллон, по-любому. Мяч попал в штангу, мяч вышел за пределы поля, мяч сдулся, мяч украла Туша собака. борьбада бар ғой. Туша деген жерге Иә, жерге ғой. За пределы поля шығар, иә. Мяч вышел за пределы поля. Екінші вариант. Ё-моё. Штанга, мә. Сонда поту деген штанга болып тұр ғой. Соңғы варианттардың бірі куду сифле де l'arbitre. Еда в судейской комнате, судейский свисток, судейское решение, судья тряпка. Анау Мынау біздің КПЛ-ның әрбір турында айтылатын нәрселер да, осы фразаны жаттап алу керек қой деймін. Соңғы ма? Так. Судейский свисток дейді. Көп. Судейский свисток деп көмектесіп жүрді ма бізге? жақсы, тамаша. Көрмедік. Бар екен бұл тағы. Ган, де гардион, де бю. Мен бір тамақтың атын айтып отқан сияқты болдым. Осы жерде қарным ашып кетті. Огромный вратарь. Ол түк қатысы жоқ па рубрикаға? Рубрикаға қатысы жоқ, бірақ. Основной вратарь, вратарские перчатки, Алмат Бекбаев, лучший вратарь Казахстана. Мәссаған. Төртінші десің. Ганде деген бүлтірілген негізі. Соңғы вариант ұнап отыр ма? Соны қалдыра салсын. Вратарские перчатки дейді. Қазақстан деген қате жазылып қойыпты. Все, керемет. Le finish. Жаңа Ясыда ойнадым деді, Андижанда ойнадым дедіңіз. Ордабасыға келген кезде қалай негізгі қақпашы болдыңыз? Негізгі қақпашы болу деген қандай жалпысында? Андижаннан 2007 жылы бітірдім. 2008 келдім. Сезонды запаста бастадым.
бізде тренер сол кезде Воскобойников ең футбол несін қойған кезде ғой, иә? қойып бізге тренер болып келді. Иә. Енді тренировкалар өте ауыр, қиын болды сол кезде. Бірақ өзім семьям үшін, өзім үшін мен тырыстым да. Сол кезде Мукашев екеуміз вратарь болдық. Отарбаев үшінші вратарь болды. Отарбаев жас еді өзі. Сол жақсы тренировкалар ұнады. Негізі подход кім? Олег Воскобойниковтың. Мукашев сосын бастады чемпионатты. 3-4 ойын ба, есімде жоқ. Жақсы ойнады. Содан кейін қателіктер басталды. Сосын бір ойында, қай ойында есімде жоқ. Мені қойды основаға. Содан кейін мен өз орынды бермедім ғой. Бір емес, бірнеше маусым бойы. Бірақ қатты жақсы ойнадым айта алмаймын сол сезон. Нашар ойнадық. Біздің командада қалай айтсам болады, құрамасы онша болмады. Біздің тренерде онша басында Баймұхамед болды, сосын марқұм Баймұхамед, сосын Сербиядан тренер келді. Ол да тренировкалар кішкене нашарлау болды біздің командаға. Енді біз 9-10 орында ма бітірдік, есімде болмаса 10 орын, иә. Сосын Андижанда $300 болған. Енді Чимкентте қанша болды екен? Чимкентте теңгемен айтайын. Теңгемен сол кезде 140 мың теңге болды. Мәссаған. Есімде жоқ қанша екен доллар кезде, бірақ 140 мың Сол теңге. бір $1000 шамасы деп ойлаймын сол кездегі. Сондай ғой шамасы, Иә. Керемет. Сол ақшаға ойнап, уже 2008 жылы өзімде тағы да сенімді болып, 2008 жылы нешеде едім мен? 24-те. Бірақ нашар ойнам, көп голдар өткіздік. Енді айта алмаймын, өз сезонда өзіме зачет сала алмаймын да. Бірақ ойнадым, премьер-лигада ойнадым деген нем бар, тәжірибе бар. Сосын Чимкенттен ары қарай сол Қостанай болды. Қостанайға негізі өту себебіңіз бір андай амбиция жағынан ба, әлде ақша жағынан ба, сол қалай болды? Ақша жағынан да болды, амбиция, басқа команданы көргім келді. Қостанай ол кезде жақсы команда ғой енді, баяғы. Жалпы Агайс деп аталады. традициясы бар команда. Негізі тобыл бірден не фарт пиццаға тапсырыс бердің, пицца келген жоқ, Мастеновпен төбелестің, запаста отырдың. Жоқ, отырдым, бір 10 тур отырдым, ары қарай ойнадым. Ойнадың. Ол жерде конкурент. Петухов. А не үшін Мастеновпен төбелестің? Ол Тоболдан, мысалы қараңыз, мен Ордабастан Тоболға өттім. Ақша жағынан жақсы барлығы. Ордабастан 2 есе көп алатын Тоболда. Бір жағынан басқа новый опыт алғым келді. Тобол постоянно Еврокубоктарда ойнайтын, жақсы ойыншылар болатын. Өзім істегім келді, проверить етті. Сосын бардым ол командаға. Жақта Петухов ойнады 10 тур. Ол кезде легенда ғой, Иә, ол капитан, легенда, иә. Кандидат қой сборныйға, иә? Мамаду, мен. Бірақ сен сосын Мастеновты ұрып жеп, өзің қақпаға тұрдың. Жоқ, ол одан кейін. Мен сол 10 ойын отырдым заменде. Мен Ордабаста үйреніп қалған основа болған. Мен президентке айтамын, давай мені жібер, бірінші кубоктан кейін қайтайын, мен басқа команда барайын. Ой, күте тұр, шыдай тұр, қазір уақытым келеді, анау. Мен ойладым да, ладно, осы сезон шыдайшы, сосын кетемін деп ше. Сосын анаған айттым президентке, давай сен осы сезоннан кейін қол алыстық да, біз Чимкентте қол алыстың, болды, ол контрактым жақсы болды. Қол алыстық жіберем деді, болды. Еркекше да, мақұл деп шыдадым. Сосын 10 турдан кейін ойнадым, әйтеуір сол Тоболға 6-шы орын алдық па, 7-шы орын алдық. Жақсы ойнадым негізі. Сосын ойладым да, болды, келіскеннен кейін кетеміз ғой деп. Сөйтіп, қарасам мен спискта тұрмын, Тоболға сборға баратын адамдар. Мен айтам, ей, біз қалай келістік, сен қалай айттың? Ештеңе білмеймін, келдім, мен саған олай айтпадым деп. А как раз Түркиядан ұсыныс түсті ғой, иә? Сол кезде. Иә, Түркиядан ұсыныс түсті. Сборға бардым, настроением жоқ. Біздің желание жоқ, қалай айтсам болады, мынау душа не лежит дейді, сол команда. Кеттім келгеннен кейін қайтып келіп тұрмын да, меня заставили туда. И сол тренировкаға желание жоқ, былай жүрдім да, настроение жоқ. Әйтеуір бір сбор бітірдік. Екінші сбор январь тағы да созылып отыр. Мен айтайын, сен келістік қой, жіберсейші мен. Кеттім, барлық команда біледі, мен кеттім. Мен вообще бұл жақта сол командада негізі настроение құртқан менмін. Күнде қысқарған адам дейсіз. Иә, күнде кесін лимон болып келетін, былай. Ештеңеге желание жоқ. 7-ші орын ала береді еді сол кезде. Иә, 7-ші орын алды. 7-ші олар постоянно 7-ші орын. Сосын Мастеонов саған не деді? 2 сбор, 3-ші сбор, кетен жібермейді. 3-ші сборда біз
бір азербайджанский командамен ойнадық. Бір, а чтоб вы понимали, сол сборда, сол 3-4 сборда біз бірде бір ойын ұтпадық. Барлығын ұтылдық, барлығын. Кейбірін бір неше болған шығар, бірақ бәрін ұтылдық. Соңғы ұтылған кезде әдейі жібердің ғой голдарды? әдейі жіберген жоқпын. Мен соңғы ойында уже қалай айтсам болады мынау. На пределе ма? Иә, на пределе. Ұтыла берген сайын уже жынданасың ғой енді. Иә. Сол жынданып ойыннан кейін сразу бұл сборда ғой. Сол келіншегім келген сборға. Біз уже андай қиын же. Ұтылып жынданып наследникқа бармыз. Сендер қалай намыс бар ма? Қалай не мынау тренировка, не мынау ойын ұтыла береміз деп. Ол маған айтты, мен оған сосын сол кезде түгілсін деп қаламыз. Сол кезде мен айттым, мен кетейінші, жіберіңдер мен. Сол кезде ана президент давай собирай вещи, кет депті. Баймұратов. Иә. Мен сол кезде айттым, дұрыс, сол сөзін тұрасың ба дедім да? Иә, давай кет. Сол сумканы алдым да кеттім. Асқа как раз Ордабасы соседний отельдегі. Иә. Сол жақта жүрдім. Олар арыз жазбады. Арыз жазды. Лигаға жазды ма? Жазды ғой. А негізі дұрыс емес қой, өздері жіберді ғой. Өзі жіберді ғой, бірақ оны дәл Құжатпен шешілмеген ғой. Не, түсінемін ба, егерге қол ұштастыңдар болды. жүрмей тұр ғой сол. На эмоцияға айтқан ғой маған. А так біреу сұраса, мен оны жіберген жоқпын деп Осы айтады. ситуациядан кейін бан алған кезіңіз қоясыз? Бан алдыңыз, иә? Бан алдым сол кезде, иә. 3 айға. Негізі 1 жылға деді негізі. Сосын По-шымкентски решили дейсің. По-шымкентски решили. Иә. Прям, Таңғы саудаға ұшайды. прям менің терезе жабылардың алдында 1 күн қалған кезде Ақтөбеден Мирашченко звондады. Давай бізге кел, мынандай чисто символический 3 ай болсын деді, айлығың кішкентай болады, $1000 болады, соған келесің ба деді. А сосын екінші кругта жас өркетеді, сен екінші вратарь боласың, потому что сидельник бізде дейді, основной, и сборныйда основной. Сол үшін, а может и көреміз дейді. Мен, конечно, давай келдім, сол күні бардым, контракт жаздым, сол Ақтөбеге келдім 2014 жылы. Сол Ақтөбеде негізі сол маусымда бір-ақ ойын ойнапсыз да? Именно сол Тобылға қарсы ойын. Иә, Сол Тобылға принципиальный момент болды ма? Конечно, принципиально. Оның алдында біз Ақтөбе Қайратқа 7-1 ұтылып қалдық қой. Содан кейін Мирашченко, кімді? Никитенко еді тренер. Тренерді алып тастады. Мирашченко бір ойынға тренер болды. Сол мені қойды. Тобылға қарсы. Мен как раз сол ойынды күтіп отқанмын. Пол сезоны. Сол ойында 3-1 ұттық, өте қуандым. Содан кейін Газаев келді. Газаевтан кейін мен вообще отырдым запасқа. Жаңағы Нымекалиға шығатын кезде. Нымекали ол келесі жылы. Келесі жылы, иә. Келесі жылы, 15 жыл шықтым. 2 ойын ойнадым, иә. Покатил красный алғанда шықтым, сосын выезда ойнадық тоже. Нымекали. Сол Ақтөбеге 3-ақ ойын ойнадым. Екеуі Лига Европада, біреуі чемпионат Қазақстан. Нымекалидан жерлегеннен кейін атмосфера қандай болды? Өзіңіздің ішкі сезіміңіз қандай болды? Нашар болды, конечно. Нымекали нашар команда еді. Біз, тура Петрокуб сияқты ме, да? Жоқ, Петрокубтан да Нашар нашар. командалар гол жібереді, Қырғызстаннан жібереді, Нымекалиден жібереді. Недеген момент саламат, сол момент көрсеңдер. Біз үйде оларды қанша кешірдік. Сосын үйде 1-0 ұтылып қалдық Нымекали. Анаяқта 20 минут салмаған шығармыз. Білмеймін не үшін, қалай сен алмадым сол қалай біз Нымекалиден ары қарай өтпегенбіз. Сонда осы Нымекалиден Еврокубоктан ұшып кеткені обидно болды ма? Әлде алдында Орда мен Русимбургтан ұтылып қалған ойын ба? Сол ғой негізі бір легендарный страница ғой сол. Иә. Оны Алматыда мен көргем сол ойында. Русимбургтан обидно болды. Русимбург обидно, иә? Ол кезде анау кім пенальти соға алмай қалды ғой, бір рет соғып еді. Касьян. Қайта тепті дейсіз бе? Иә. Артем Касьян, бе? Украина. Касьяновтың удары пушка негізі. Басқа ұрса да болар еді, басқа бұрышқа. Любой бұрышқа. Именно сол пенальти саламадық, сосын бізде неуверенность пайда болды. Бәрі қателіктер басталды. Сосын, қалай ұтылып қалдық. Дошкал деген соғып кетті емес пе? Басқа соғып кетті. Оны төреші де аналарға аздап көмектесті. Иә, олар 10 адам еще. 10 адам, иә. Мықты команда олар негізі. Негізі Русимбург кәдімгідей ғой енді, атағы бар. Иә. Обидно, да, просто? Былай мықты команда. Аяқта 2-2 ойнадық. 2-2, иә. Матчтың кейін лақтырды ғой, бөлшекелерді бәрі бокстарды. Мен бір сұхбатта көріп қалдым, ойыннан кейін жыладым деп отырсыз кәдімгідей. Иә. Действительно, до того эмоция кетіп қалған ба? Мен өзім ғана жыламадым, барлық. Жоқ, ол қолда тұрған ойын еді да шынында. Біздің қолда тұрған ойын еді. Жіберіп қойдық, үшінші тур неге өтерек Швейцария командамен уже кездесерек та келесі. Бірақ сол қолда тұрған 1-1 біз өтерек та ары қарай
94-ші минутта ма жіберіп қойдық мына. Иә, есімде. Нереальный гол салып кетті ғой ой. Басын ұрып кетті. Жоқ, баспен емес. Біздің защитник штрафныйдан шығарамын деді да, баспен ана аяғымыз. Аяғына. сол кезде кішкене ана уақыт созып, анау мынау сондай кішкене хитрыстарға келсе болатын еді ғой негізі ана допта. Ұтқым келді да, мен негізі сол ойында көп асықтым. Өйткені олар 10 адам, бізде тағы 3-4 момент болды салып. Болды. Тажымбетов саламады, сосын Адырбеков, пустой воротаға саламады, Гуев саламады. Ё-моё, сол ойладым, қазір салады шығар. Жоқ, сосын ана партнерлар претензия айтқан жоқ па? Алмат қай жаққа асығып жатсың, не болып кетті? Айтты, бірақ мен көп асықтым, 1-2 моментте асықтым. Ойлаймын, сосын соңында уже уақыт созып шығып жатқан кезде аналар салып кетті бізге. Бірде-бір шығып жатыр едік біз. Жоқ, сол период жалпы біздің осы қазақ футболына сондай матчтың соңғы минуттары дегенді прям андай немен қарайтын. Синдром болып кетті. Иә, кәдімгідей. Кейін керісінше біз соңғы минуттарда гол соғатынбыз. Қазақстан құрамасы бумеранг қайтып келді. Сол кезде емес пе, 2012 емес пе, Қырғызстанға қарсы ойнайтынбыз иә, ұлттық құрамада. Бірақ матч ол қалай өзіңіз ойлайсыз, аз болып қалған жоқ па бір матч? Аз. Қобалжу болды ма? Қобалжу болды. Және бірінші таймда ойнадыңыз ғой? Бірінші таймда мен основада шықтым. Енді ал айтсам ол да арман болды ғой мен үшін. Кішкентай кезімнен ұлттық құрамаға ойнау деген арман болды өзіме. И сол кезде стадионға уже гимн ойнай бастаған кезде мен өз-өзімді ұстай алмай тұрмын да. Уже установкада маған мен фамилиямды айтқан кезде мен артымда Марат Хайруллин отырды да, мен фамилиямды айтқан кезде мен уже қалай қобалжып дірілдеп. Иә, тер шыға бастады, көзіме жасым ағып. Қатты қобалжып тұрмын. Валерьянка ішу керек еді. Ішу керек еді, иә. Тым ғой деген бір нәрсе болды. Аналар наша тіріскейді ғой. Сосын, ладно, ол тағы стадионға келдік. Сонда да мен қобалжу, сосын ана гимн басталған кезде вообще өзім дірілдеп кеттім да. Өйткені мен Қырғызстанның гимні ғой пока десеңші. Жоқ, Қазақстандікі оған да вообще. Өзім арманым осыны орындалды ғой деп, өзім сеніп не істеп тұрмын да, қуанып ішімнен да. Бір жағынан ответственность бар ғой, жауапкершілік үлкен. Бірақ ол ойында қалай айтсам болады, анау менің қателігім, енді ол жақта Мұхтар екеуміз тіл табыса алмадық. Мұхтардан пас сұрадым артқа. Мұхтар маған пас бермеді, ортаға пас берді. Қателік ол прям Қырғызстанның ойыншысына. Мен воротадан шығып тұрадым да пасты. Мен момент көрген шығар. Сосын пока қайтам дегенше аяғым тайып кетті да. Анау уже поворотым удар ұрды. Сосын мен тоса алмадым. Енді неудачный матч. Бірақ былай общий алсақ 5-2 өттік. Қуану керек қой. Разгром. Бірақ кейін почему-то алаңға шығармады ғой. Кейін вообще тренерлер ауысты, сосын шығармады. Сосын только 16 жыл ғана сборная шығарылды. Ол кім еді ол кезде? Беранок па еді ұлттық құраманың бапкері? Ол кезде 2012-де Беранок еді. Беранок, иә. Сосын сіз мына ұлттық құрамаға шақыртпайтын себебі мен федерация сынаймын деп айттыңыз ғой. Ол қаншалықты сол рас әңгіме? Мен постоянно интервьюда андай ешкімнен қорықпай айта бердім да, федерация туралы ма, адамдарға может ұнамаған шығар менің интервьюларым. Ұнамайтын ешкімге. Ол кезде Айтқожин. Көрдім. Ё-моё, жалмаңыздар вообще жолатпау керек ондай адамдарды. Солар туралы айтатынмын. Көп интервью бергенмін негізі. Сол, может быть, сол повлияло, чтобы шақырмай. Жалпы андай осы мансабыңызда андай сондай бір дикий историялар болды ма? Мен бірнеше история естіген, мысалы осындай жаңа клуб басшылары немесе клубта жүрген андай енді жалпы басшылықта ақша жаңа за премиальный кто отвечает, солар келіп до того ана премияларды бүйтіп жерге тастап жіберетін, немесе футболшылардың беттеріне лақтырады, немесе бермей қояды, өз қалтасын салып алады. Сондай нәрселер болды ма жалпы? Болды, бірақ фамилиясын айтпай қойын. Жоқ, фамилия емес, прям сондай моменттер. Болды, мысалы ол айтады ойын алдында. Қазір бүгін двойной премия деп, ше. Отасын, тер төгесін, келіп, раздевалка келіп, давай двойной десең, көреміз деп, сонымен болды, жоқ, алмаймын. Сонымен қоянның суретін салып кетеді. Сондай көп момент қазір болсын. Еркексің ба, айттың ба, берсей, дұрыс па, біз балдар 90 минут еңбектенді. Денсаулық тастадық қой, еще мына полен қара, сияқты примерно бетон. Негізі осындай жағдайлардан кейін футболшылар директорлармен амандаспайды.
Иә. ондай бар ғой. Бар. Мен де мысалы сөйлескім келмейді ешқандай адаммен осы айтып тұрып, уәде беріп тұрып, ештеңе істемей сосын көреміз деп соны ары қарай вообще жоқ болып кетті. сол Ақтөбеден кеткен кезде Ақтөбе сізге кәдімгідей жалақы қарыз болып қалған. Сол қарызды қайтарды ма сосын? Қайтарды. Бір айлық жалақы бермеді бізге олар. Сезон біткеннен кейін айтты, бірақ кейін береміз деп. Кейін болғанда олар мартта берді. Біз сол 14-15 жыл кеткендер мартқа дейін күттік та. Содан кейін берді бізге. Анау жалпы осы СМИде шыққан ақпарат 3 миллион теңге қарыз деген сол рас па? Негізі енді айтса болады шығар. Есімде жоқ уже 2015-те болған. Сондай шығар. Примерно сондай ғой, иә. Ол енді премиясымен, несімен ғой, иә. Бірнеше айға ғой ол енді. Иә. Ең үлкен жалақың қай жақта, қай клубта болды? Ең үлкен жалақы доллармен санасақ, таболда болған шығар. Доллар. Иә. И все равно кетіп қалдың. Бәрібір ақша керек емес еді. Өйткені ақшаң бар, бірақ пицца шақырып не істей алмайсың да. Әлеке, сіз енді Қостанайда былай жамандап сол твит жазғаннан кейін қандай реакция болды бір? Мен инстаграмы директ жарылды ғой, Қостанайдың бір шынайы угрозаға дейін барды ма? Бір пиццерияның амбассадоры болдың ғой, сосын? Жоқ, ол кейін ба? Жоқ, қазір негізі Алматыға супер андай идея бар да, Қостанайға барып пиццерия ашса, жарады ғой ол. Наконец-то бір нормальный пиццерия бар деп. Жаңа ойыңызды аяқтықшы жаңағы Қостанайдың жанкүйерлері дайректке жазып жатыр. Жалпы өкініп қалған жоқсыз ба соны жазғаныңызға? Жоқ, өкінбедім. Әлі күнге дейін соны айтсам. Өшірмедім сторис. Жоқ, өшірмен. Соны қайталасам болады тағы да. Шынымен Қостанайда общепит нашар. Не только пицца, вообще. Жоқ, қазір өзгерген шығар бәрі. Өзгермеген вообще. Мен қанша болдым? 1 жыл болдым. Тамақтары дұрыс тамақты жасай алмайды. Қалай айтсам, Шымкенттегідей икемі жоқ та. Енді соны айтамын. Жалпы Әлеке, мынандай әңгіме бар мысалы. Футболшылар онсыз да көп жалақы аласыңдар, келдіңдер ма біздің клубта, тыныш отырып ойнаңдар, болды сөйлемеңдер деген сияқты. Ондай әңгімеге қалай қарайсыз? Болады. Мысалы, сен пицца жеуге келдің ба, футбол ойнауға келдің ба деген әңгіме болған шығар, енді мен жаздым, оқыдыңыз. өзін жаздым. Жоқ, просто матчтан кейін ол. Матчтан кейін пицца жеу керекпіз ғой біз. А негізі раздевалкаға пиццаны келеді ғой. Ол кезде біз таболмен 0-0 ойнадық та. И мен раздевалкада онша переутомленность болды ма, білмеймін. Тамақ жегім келмейді. Сосын уже қарным ашты, неде отқан, отельде, номерде балдармен отқан кезде. Пиво ішіп. Пиво ішкеннен кейін аппетит ашылады ғой. И сосын звондай бастадым. Сол историяның басынан айтып берейін. Сосын звондай бастадым. Қасымда 10 адам отыр. Бәрі тоже пицца жегісі келіп отыр. Пицца звондадым, Додо пицца. Реклама болды. Кесіп тастайсыңдар ғой. Антиреклама ғой бұл. Иә, антиреклама. Звондадым. Айтамын, осындай районда, мынандай бәрін балдарын сұрайды, қандай пицца жейсің сен? Анау жетісі. Біреу Маргарита, біреу. Иә, Маргарита, соның бәрі естіп, айтып, так что, қандай адрес деп сұрап отыр соңында. Осындай адрес деп, крытый стадион бар ғой, соның қасында Рыбка деген бір отель бар, рыбалка ма, Рыбка деген. Осында десем, у нас на этот район доставка нет. Ё-моё, жынап кеттім да. Ладно, басқасыңыз, екіншіне звондадым. Бәрі қайттым, что там, қандай пицца жейсің? Тағдап бәрі. Сосын айтамын, осындай адрес, у нас нет доставки. Вообще. Қаланың шеті ма? Сонда қаланың шеті ғой. Іші ғой стадион. Неге кішкене шетінде вроде? Кішкене шеті енді. Бірақ Қостанай кішкентай ғана жерде 10 минут қой. Кішкентай аяқ сол айтамын да. Жол бар ма сол жаққа? Бар жол, мен айтамын, төлеймін, доставкалаймын. Пожалуйста. Біз ештеңе істей алмаймыз дегеннен кейін, мына жерде пар шықты ғой менің. Қарным ашып тұрмын, жынданып тұрмын. Содан кейін сосын жаздым. Отельде тамақ жоқ. Отельде бар, просто пицца жегіміз келді. Сосын бірден сосын инстаграмға стористі сразу сторис жаздым, иә. Камон дедіңіз ғой сосын. Күн суық тағы ана жерші. Жазда келдік та, күн суық, андай болттанып, бұны как будто катастрофа қала сияқты да. Қашып кеткім келеді ше сол жерден, ё-моё. Сол кезде сондай немен сторис жазған едім, ойбай, бәрі көтеріліс басталып кетті ғой оған қарсы. Бірақ қостанайлық жанкүйерлер қазір олардың да бір аргументтері бар. Жаңа Тобылға қарсы ойындар принципиалды болды деп айтып жүрсіз ғой ары қарай. Тобылға қарсы негізі 3 матчта ұтыпсыз, 17 рет ұтылғанбыз. 19 пропущенный Тобылдан. Мен Ордабасы басында біз көп ұтылғанбыз. 2008-де Ордабасы
тобылға қарсы ойнағанда сол кезде ұтылдық көбірек. Мысалы мен жетісуда ойнағанда азырақ ұтылдық та, кішкене уже серьезный соперник болды. Бірақ тобыл күшті еді негізі басында. Енді қанша командада ойнадыңыз, енді қаншама басшыны көрдіңіз, иә? Командаларды басқарған адамдарды ше? Иә. Бұлар кісі ақысын жегендер көп болды ма? Қалай ойлайсыз? Қалай түсінсем ол кісі ақысын? Енді өздеріңіздің бір сіздердің несібелеріңізді алып жаңағы ортақтасып немесе бір қалай десем сіздерге қиянат жасаған адамдар болды ма? Мен прямо айта салайыншы, на судью скидываемся деген болды ма? Болған жоқ па? Ол адам. Ондай емес саған айтқан. Ондай емес. Наемщиктер болды ма? Менің ойымша Қазақша айтайық та, наемщик. Иә, ол адам бәрі біледі, Байсейітов қой. Иә. Жалпы сондай Ол адам қаяқта кісілер мысалы Иә. жазасыз кеткенде бір таңғалдырмай ма сізді? Жазасын табады ғой бәрібір. Қалай сонда қандай қиянат көрсетеді сонда олар мысалы? Ол да тағы да алдау, сөйлеу көп. Мынаны обещать етіп, уәде беріп, істемеу. Мынандай ақша берем деп алдап кету. Бүгін берем деп ешқашан бермеу. Сондай адам ғой. Оның бәрі документтерді құжат жүзінде толтырылмай ма сонда? Толтырылады. Сосын команда страдает оның атына. Ол айтады, документ жағынан мысалға беру керек қой. Бермейді, сосын команда қарыз болып кетеді. Қарап отырсыз ғой, Ордабасы 5 жылға қарыз болып кредитін төлеп отыр әлі. Әлі төлеп отыр. Әлі төлеп отыр қарыздарын. Сол ғой. Қашан бір 2017 жылы кәдімгідей бойкот жариялап, иә, Ордабасы футболшылар сол кезде зарплата бірнеше ай төленбеген деп. Сол 2017 жылы мен ұйымдастырдым соны, бойкотты. Потому что бізге 6 ай айлық төлемеді. Мен ойлаймын, менде ол кезде кредит бар еді уже. Төлеу керек, постоянно төлеу керек қой кредит. Иә, ай сайын төлеп тұр. Иә, оны сосын отсрочка алдым дейді мен. Ол кредит не үшін алынған еді, құпия болмаса? Үй сатып алдым. Үй? Ипотека, иә? Квартира, иә, ипотека. Қымбат квартира сатып алғам сол кезде. Сол төлеу керек болды. Содан кейін жинданып жүрдік оған. Ол бізге ертең береміз деп айтады да. Еркексің ба, ертең берсей. Ертең уже 6 ай болды. Кім Аташкамен ара қатынасың қалай? Байсейітовпен. Вообще ара қатынасы жоқ. Жоқ. Амандасты. Қырылсың ба онымен? Бірақ амандасты соңында. Ол шал ғой енді, ладно. Онымен несін қырылсасың ол? Шал. Жоқ, просто по-любому саған ақша қарыз ғой енді. Жоқ, ақша қарыз емес. Жауып тастады. Ордабасы төледі, иә. Ордабасы төледі ғой, иә? Ол емес қой. Точно төлейді ма? Жалпы сізге қарыз клуб қалды ма? Бар ма? Қарыз клуб? Қарыз клуб енді Қызылжарда кішкене премия жағынан төлемеді. Сосын қарыз клубтар, Яс Сайрам, ең бірінші қарыз клуб. Ол жерде де жарты жыл төлемеді бізге. На манеже все те же болды ғой ол жерде. Жарты Жоқ, енді ертең берейін десе күнде бүгін болып қалып жатыр да. Иә. Сосын. А негізі Қызылжарға не үшін бардың? Ол жақта Мирослав Лаванцев болды ғой, сені раздевалка үшін шақырды ма сонда? Мен мысалы жетісуда бітірдім. Сосын ұсыныстар болмады. Соңына дейін уже март болып отырайық. Сосын ойладым, любой командаға. Енді жетісуда основной болып ешкім шақырмады ма сонда? Иә. Бесінші орын алдыңдар ғой. Жетісуда не өзгерді? Басшылар өзгерді. Сосын олар бізді алып тастады, былтыр ойнағандар. Сосын мен командасыз қалдым. Отырдым, күтіп, любой командаға негізі дайын болдым баруға. Ешқандай ұялмай. Бірінші лига болса да бара салады едім негізі. Ол кезде мен әлі сезініп тұрмын өзім, может ойнауға әлі күшім бар деп. Өзі 37 или 36-та едім. Бірақ Мақтааралда беспредел болды ма сонда? Асан аяқтадың ғой, по-любому, потому что сен сұхбат бердің ғой маған. Айттың, базада тамақ ішіп, олар айтты, тамақ ішпеңдер деп. Кім Шымкентте тұрады, олар тамақ ішпейді. Тек қана соған дейін барды ғой. Вот сол ғой. Мақтааралдың вообще есіме алғым келмейді сол жарты жыл болды Мақтааралда. Басында мен операция жасап келдім да Мақтааралға. Енді өзім дайын емес едім әлі. Оған операция, реабилитация керек еді, жақсы специалист керек еді да, өзім уақыт керек негізі. Мен өзім форсировать еттім да, тез жазылмаса да аяғым ауырса да бәрі тренинг жасай бердім да, ойнауға керек еді. Олар ультиматум қойды, сен бірінші болып, неге турға дайын болмасаң, команданы алып тастаймын, расторгный контракт дейді да. И мен өзімді форсировать еттім, тез Айрапетен білін бе? Литовченко. Литовченко вратарь. Литовченко. Тренер кім еді анау? Көкшетау. Ферапонт. Ферапонт. Қасында помощник анау Руслан
Исатов, иә. Олардың тәжірибе жоқ, нашар, дайындықтар бәрі. Оның қасында Павлодарем Кувшин, ол да тәжірибе жоқ вообще. Дайындығымыз нашар еді. Вообще ойнамаған анау Кувшин. өзі ойнамаған. Бірінші лигада ойнаған ба? Бәрі не отношениеден бастап, формамыз нашар. Тұратын жеріміз, ладно, биікке келдік. Сборда Турцияда ең арзан отельде тұрдық та, нашар нелер, условия бар. Сол жақта тұрып барлық 1000 командамен бірге. Очередьте тұрасыз, тамақ жеуге, завтрак деп, 1 сағат. Сондай жерге барып. Сосын, ладно, неге келдік биікке шынымен. Басында бәрі базада тұрып, все, вроде бы бәрі. Сондай норма болу керек та. Сосын басталды бір айдан кейін ба, сендер тамақ жемейсіңдер, қалада тұратындар тамақ жемейді. Сосын комната неқтен босатындар, экономдаймыз деп басталды. Сосын бір выездға баратырмыз. Чемодан, сосын группаға жазып, на выезд летим без багажа деп. Қалай без багажа? Кейін қалай естиміз? Бірінші рет сонда естіп жатырмын да. Бізде эконом сондай типа. Ё-моё, соны естіп. Лоукостер шығар. Жоқ, багаж бар ғой негізі. Кішкене өзің төлейсің да. За багаж. А только олар за орын төлейді, түсініп жатсың ба? Без багажа сатып алған ғой Без билеттерді. багажа, арзан ғой. Ё-моё, сондай нәрселер кішкене. Сосын бізде мақтарылды, даже чайник болмады ғой, чайник. Өзім ақшамды сатып алдым. Не бар, термос. Күн суық кезде футболшылар тренировка етеді ғой. Ана массажист чай құйып береді. Сосын чаймен вагон номерге барасың. Суықтамай үшін же. Сондай болмады да, өзім OLX-тен сатып алдым, ё-моё. Қандай термос. Ұят қой енді ол. Сосын шаршап бітірдің ма сен? Сол мақтарал заставили меня закончить. Ойладым сол. Осындай отношениядан одан. Жоқ, олар в итоге еще зарплатаны азайтамыз, битеміз, етеміз деп бастады Екінші ғой. группа айтты, или кетесің, или зарплатаны азайтамыз одан сайын. И так аз ақша ғой. Мен ойладым, мен мынанша қаншама денсаулық тастап отырмын да. Мынау ақша қалай айтсам болады, сәйкес келмейді да. Сол тастаған денсаулығыма. Сол үшін одан да мен үйде отырайын, спокойно, ештеңе сендерден керек жоқ, одан кете салайын деп. Мақтаралда неше болды айлық? Айта берейін ба шындықты? Мақтаралда 1,5 миллион болды. Олар сосын айтты 800, 750 қыламыз. Негізі көп емес қой енді. Қоя сал дедім. Жалпы, иә, Әлеке, осы жерде мен сұрақ кетейін. Мансап карьераны аяғына келдік қой. Осы 22 жылда практически ойнағанда самый запоминающийся момент және самый разочаровывающий қандай? Запоминающийся сборный шығар, иә? Запоминающий сборный, Русимбургпен матчта, көз жастарым. Разочаровывающий сол. Русимбург, иә. Разочаровывающий. Ең бірінші бастаған, наверное, сол 2000 жылдар Тамириске бастаған шығармын, дебютыммен. Таразға қарсы ойнадық ол кезде. Камера жоқ, ешкім түсірмейді, вообще айдалада Қызыл Кишлак деген жерде Шымкентте ойнадық. 15 жасар бала. Иә, 15 жастан дебют. Дублерлар уже где-то кейбіреулері 20-да, кейбіреулері 19-да, үлкен жастар. Сол кезде 0-0 ойнадық, бірінші матчым сол. Одан кейін барлық матчта гол жібердім. До конца. Көп, енді менде тәжірибе болмады да енді. Енді бірнеше клубта ойнадыңыз, бірнеше футболшылар сол арасында жаңа енді өзіміздің Бауыржан туралы история болды. Легионерлер неше түрлісі келді ғой осы. Ең сондай бір андай странный легионерлердің араларында кімді можно отметить? Странный легионер. Ол мүмкін просто андай келгені бір логикасы жоқ, немесе наоборот, мынау вообще басқа деңгей деген сондай. Ондайларды есіме түсіру қиын ғой қазір. Көп уақыт керек. Прям мынандай бір яркий вспышка жоқ та, мынау. Қазір мысалы сіз сұрап жатсыз сол моментта, мысалы мен қазір ол туралы ойлау керекпін да, басқа сұрамаған кезде келіп қалады да ой. Айта салу керек еді. Айта салу керек еді. Мына жерде енді клуб көп қой шындығында. Ойнаған клубтар. Сол сізге былай ок па, жалпы көп команда ауыстырып тастаппын деп ойлайсыз ба әлде кейде? Бірақ клубта ойнаған адамдар бар мысалы, Филонченко бар. Менің ойымша өзімнің мінезім шығар, может быть, басқа клуб ауыстыруға итермелеп тұр ғой. Әділетсіздікке көне алмаймын дейсіз ғой? Иә, әділетсіздікке көне алмаймын. Жалпы сол әділетсіздікке мысалы футбол үшін де көнетіндер көп қой.
мен бастысы футбол ойнасам, футболшы болсам, мына маған чайник, пицца, лоукостер мені қызықтырмайды дейтін. Сондай адамдарға көзқарасыңыз қандай сіздің? Түсінбеймін оларды мен негізі. Ол футболмен ғана өмір сүруге болмайды ғой. Саған кішкене. 6 ай болды, айлық төлемей жатыр, кеттік шайық деген кезде, қойшы әлеке ойнап жатырмын ғой мен дейтіндер болған шығар арасында. Болды. Үндемей отыратындар бар олар. Футбол деп өліп қалатындар бар. Мен оны футболға тағы да вспомогательный көмекші нелер керек сол нәрселер. Удобство кішкене да. Ыңғай керек қой. Условиясыз ойнау деген өзің үшін нашар болады деп ойлаймын мен үшін. Бірақ оның плюстары да бар екен да. Өйткені анау Рио Фердинанд бір подкастта айтқан екен, бізде футболшыларда андай кәдімгідей бөпелеп жүреді да, тамағы да дайын, несі де дайын, ештеңе ойламайсың, құр футбол ойнайсың дейді да. Ал бізде осы Қазақстандағы футболшылар басқа нәрселерді де ойлап жүру керек, сонда олар өмірге жақсырақ дайын болып келеді. Мансабын біткеннен кейін кішкене адаптированный дейді. Дұрыс, сол жағы бір плюс. Депрессияға ұшырайды көбінесе футболшылар. Көбінесе 90% депрессияға ұшырайды. Сосын 90% бәрі детский тренер болады. Басқа дамымайды да ешқалай. Сен мысалы 40-тасыз қазір, буфондар ойнады 45-ке дейін. Сіз жалпы бір екінші лигада, бірінші лигада қайта көруіміз мүмкін бе? Немесе бір бапкер боласыз ба? Футболға қатысты қандай жоспарыңыз бар? Негізі футболдан 22-ші жыл Ақтарал соңғы ойындар сол кезде вообще желанием қашып кетті футболдан. Отношениядан кейін сосын футболда болған сол моменттер мысалға есімде бар. Ақтөбе бірінші орында келе жатыр. 10 очко ма, отрыв 12 очко. Сосын қарасам Астана қосыла бастады чемпионствоға. Қарасам басқа командалар Ақтөбеге қарсы основамен ойнайды. Астанаға келеді, Астанаға қарсы екінші составпен ойнайды. Мен содан кейін вообще желанием қашып кетті футболдан. Осындай сұрағым бар. Қақпашылардың саусақтарына қарасақ, бүкілінде сынған, Лорияның саусағын көрдік. Мен мысалы кезінде Дюшкада ойнағанда болбой болдым ғой. Қақпашылардың саусақтарын қарсы шоке болдым ғой. 10-12 жасымда. Сенің саусақтарың жарақат жоқ. Аман есен, негізі мынау ғана кішкене мезгесі бар. Бірақ орнына келдік, көбісі. Подвижность бар. Көбінесе біздің вратарский енді травма қол, постоянно доп тиеді былай, андасында ровно қағылмайсың да, андасында қатты удар келсе, қолын көтеріп үлгере алмайсың, саусаққа тиген кезде былай кетіп қалады или былай кетіп қалады да. Соның орнына қайтадан салып алсаң болды. Үйреншікті нәрсе. Осы әлеке, енді жаңа қақпашылар санамлап отырмыз ғой. Мәкен Қырықбаев, Алмат Бекбаев, кім? Жаңа өзіңіз айтқан Отарбаев үшеуі ғана қазақ қақпашыларының ұлттық құрама деңгейіне көтерілді да, иә? Басқа қазақ балалар неге осы қақпашылыққа құмар емес негізі? Оның бір жауабын қалай деуге болады соны? Қолбек дейміз, жалғыз Қолбек та былай айта берген. Қазақстанда гол соққысы келіп. Ержан Серғазин деген бар. Енді олар кезінде құрама деңгейіне Ержан Серғазин, құрамаға өсті ма? Жоқ. Құрамаға дейін өскенді айтып отыр. Жоқ, просто қақпашылардың көбісі ұзын бойлы емес. Кім Таразда бір қақпашы болды, тоже кішкентай аласа. Азат Битабаров деген жігіт болды. Қазақ қақпашылардың арасында ұзын бойлы Алмат сияқты қақпашылар аз. Неге сол қазақ балалар неге қақпашылыққа икемсіз ба, қалай ол? Менің ойымша икемсіз ғой. Біз одан да көкпар шапқанға жақсымыз. Или шабуыл, көкпар, правозащитник, опорник, центральный защитник тоже икем жоқ. Менің ойымша қазақтар онша воротада и защитада ойнай алмайды. Крайға нападение. Шыдамда жетпейтін сияқты бізде. Бар гол соққымыз келіп тұрады тыпыр. Бір жағынан бой ұзын болу керек, тағы да мощный болу керексің. Икем жоқ сияқты. Негізі мен наоборот келіспеймін. Біздің менталитетке қақпашы болған керемет не істейді? Кайфпен тұрасың. Зарплата. Кез келген қақпашы саған қарсы сөз сөйлейді. Біз тұрмаймыз. Біз ойнаймыз. Ол түсінікті ғой. Енді мен әзіл айтып отырмын ғой. Дегенмен сен натурализация қарсысың. Қарсымын өзім. Қазақ қақпашылар аз болса да өйткені біз енді осы уақытта дейін ештеңе Европаға өтпедік, мирға өтпедік, ештеңе өтпедік, пайда жоқ қой енді. Пайда болса мейлі екен. Ладно, мысалы сен 3-4 ойын алдың ба, Европаға, чемпионат Европа өттің. Сол кезде мен саған мә деп айтамын. Дұрыс па? Сен оларды баяғыда алатын еді көп, 10-10 бәрін паспорт істеп,
есіңде ма қанша ойыншық алдың? иә сол кезде мен ойладым да, ладно сен алдың, қандай пайда, не үшін алдық оны? Оларға тағы ақша төлейтін ол кезде, паспорт натурализация деген, помнишь, есіңде ма? Сол үшін ойлаймын, зачем бізге? Одан да өзіміз. Сен шетақ қақпашыларды айтасың ғой сонда. Сидельников. Барлығын айтамын. Барлығы ойыншылар. нақты Сидельниковке қатысты ойыңыз қандай? Коробкин сияқтылар ма? Иә, нақ Сидельников жақсы қақпашы. Сол моментте бізге, наверное, керек болған шығар. Лурия болды. Жоқ, мысалы сіздердің жолдарыңызды жапқан жоқ па Сидельников? Жапты, енді менің ойымша натурализация істедік, біз ешқаға шықпадық. Значит, ол жапты біздің оны, иә. Логика жағынан, да? Жоқ, әлде бір бас жоғары болып мойындаймыз, Сидельниковке жете алмаймыз дейтіндей болды ма? Жоқ. Ондай болған жоқ. Бізге бір-екі мүмкіндік берсе, бізде тұрып беретін еді. Бізде солай 5-4 гол жіберген. Оны мен сөйлескенде оған турасын айттым ба? Мен негізі қарсымын. Натурализация. Иә, оған. Жоқ, ол бітіріп қойды ғой. Мен ол интервью сосын айттым ғой. Жоқ, оған. Непогодов как раз сол интервью бар основной вратарь еді. Иә. Сол кезде мен көрдім, ол айтты. Типа, братан, зачем деп. зачем сен ол айтасың деп. 2019 жылы ғой, иә? Иә, где-то сол жылдары. Жоқ, еще бізде обидный солар қалған жоқ қой. Сидельников Мәскеуде, Непогодов Украинада мысалы. Иә, Қазақстан азаматтары баяғы паспорттармен ойнап жүр. Дұрыс па? рас Өтірік сонда бізде әшейін не бұл мемлекет біздің? Сонда не үшін? Дым несі жоқ, қалай айтсам болады. Сила не имеет, значит, дұрыс па? Иә. Ценность жоқ па сонда? Құндылығы жоқ. Құндылығы жоқ. жалпы әлемде қандай қақпашыны көбірек ұнатушы едіңіз спортшы кезіңізде? Кім ұнайтын еді көбірек? Басында, ну, Оливер Кан. Кан да ұнайтын, Ди да ұнайтын. Дидарға көрсетеді. Көп қақпашы ұнайтын. Канисарес, Касилиус ұнайтын. Егита ма? Кезінде Карпион несін жасаған. Жоқ, баяғы футбол. Франческо Толдо шығар, 2000 евро. Толдо жақсы вратарь. Сосын кейін Дэвид Симон. жоқ. Шмейхель ұнайтын. Бартес. Сосын уже Вандерсар, уже футбол өсе бастады ғой. Вратарлар аяқпен ойнау керек бастады. Қазір уже современный вратарлар Нойер, Эдерсон солар ұнайды вообще жақсы. Тер Штеген өте жоғары деңгейде аяқпен футбол полевой игрокпен бірдей ойнайды. Қазір жалпы сондай тенденция келе жатыр ғой. Сол осы модаға сай негізі бір лайықты қақпашылардың бірі болатын бетін қалай ойлайсыз? Кім? Сіз. Қазір сол кездегі қазіргі тенденция сол сізде когда на пике были, сол аяқпен ойнау деген болса, может более востребованный были. Может быть, иә. Өйткені біз ол кезде даже біздің вратарский тренировкалар аяқпен ойнамайтынбыз. Аз вообще. Қазір енді футбол бізді заставил, да, чтобы вратари ногами играли, да. Ол кезде даже неде программада жоқ еді. Аяқпен ойнау керек. Негізі сенің аяқпен ойнағанын көрдің ғой, полевой ойнады ғой, ЛФ-та ма? Иә. Көрдім. Өткенде ағайынды астанықтарды жиындың ғой өткенде. Аяқпен. Ұнайды өзіме поледе ойнаған, да, негізі. Мен өзім нападениеде жақсы көремін ойнаған. Бірақ вратарь енді өзім профессиям болғаннан кейін все амал жоқ, құяға тұратын. Ордабасыда ма, Томиристе ма бір қақпашы болды, Бегал Жақыпбеков деген. Қақпашы болды да кейін алаңда ойыншы болып кетті. Ондай мүмкіндік болған жоқ па? Ондай мүмкіндік жоқ, андасында угловой соңғы минутта баратын, көбінесе баратын мен. Бірақ саламадым ешқашан. Сіз мысалы бір Еуропаға барып, сол жақтың клубын көргіңіз келген кездер болды ма? Болды, әрине. Ұсыныс болды ма? Түркияға шақырды. Түркиядан алыстау мысалы. Иә, мен любой возможность сондай моменттерді қолданғым келді, бірақ агент болмады сол жаққа. Мені просто білмедің сен. Хотя бір, не знаю, үшінші лигаға ма, Венгрияға ма, бір жерге. Түркияға неге болмады? Түркияға табылды еді ғой, олар жібергісі келмеді ғой. Олар төбелесіп кетті ғой. Шығып кетті есімнен. Команданың аты. Адана ма? Адана. Иә. Демирспор ма? Адана, кажется, иә. Қазір. Шал келді бір. Асықтар келді бізге отельге. Шал вообще түрікше, мен ол кезде аз сөйлеймін. Айтты бір где-то 2 сағат отырдық. Сол түсіндірді ақшасын, сосын қасында помощник бар, түсінді ақшасын бәрін. Ақша азы табылды. 150 мың ба сондай төлейтін. $. Год. Иә, табылды 20 мың төлейтін. Мен келіп, хоть 100-ге де баратын. Жіберсе болды деп отырған ғой. Армандап, олар жібермеді сол.
ол кезде ата ана бірінші лигадан ойнаушы ма еді? бірінші лигада сөйлестік. Бізде легионер емес едік қой қазақтар. Иә. Сол кезде анау кімде Лоре ойнап. Сосын анау қақпашы Белоруссиядан әдейі Қазақстан азамат кім аты фамилиясы? Фомичев қой. Ё-моё, ол бар ойнап келді. Қол жасады. Қазақстан азаматын алып Түркияға барып. Иә, білемін осыны. Кімде сөйтіп ойнады ғой анау Шахтердегі БТН-нің түлегі шабуылшы Зинкович. Зинкович, Игорь Зинкович. Кім Марк Гурман Самсунспор. Сосын қайтып келді. Жақсы, жігіттер. Бір сұрақ. Иә. Жалпы осы футболда жетпей қалдым, арманым дейтін нәрсе қалды ма? Ең бірінші арманым чемпион бола алмадым. Бірақ барлық нәрселер ұттым бәрін. Қола жүлдегер болдым, күміс жүлдегер болдым, кубок тұттым, суперкубок, бірақ чемпион бола алмадым. Енді білмеймін енді. Сол Бұйырмаған нәрсе болды. бұйырмаған нәрсе. Дұрыс екен. Айтпақшы натурализация жайында. Сен негізі қарсысың, бірақ та Зуевты жақсы танисың ба? 2000 шығар. Оған айттың ба ол енді? Или білмеймін. Зуев ол біздің Қазақстан туылған ғой. Сонда егер Қазақстан туылмаса, сонда мысалға сен басқа бір вообще Қазақстанға қатысы жоқ ойыншыны алып келсе, мен қарсымын. Мынандай ойыншылар біздікілер ғой енді. Иә. Мен кеше Натурализацияны деп санамайды. Слованың ойынын жүргіздім. Туылған ғой. Слованның құрамында бізде Ақтөбе облысында туылған Медведев бар екен да, бірақ ол жалпы өз мансабын сол Чехияда бастаған, чешский воспитанник. Сондайлар келсе. Онда жас бірақ 30 асып кетті ма уже? 28 Оны айтып жүргеніне біраз болды. Мен оны танимын жақсы. Мен жарасам 96 жылы. Сондайлар келсе, ладно енді. Сондайлар ладно. Тағы да результат берсінші, әйтеуір. Кіндік қаны осы жерге тамған дегендер ғой. Сосын жарайды, бүкіл осы өміріңді маусымда. Шымкентке ізгілесің ба или басқа қалаға? Мен 1-2 жыл бұрын маған айттың типа шетелге кететін ойым бар деп. Иә, мен негізі ойым бар сондай, әлі бар, планда. Бар. Арманым бар, анау ауылдан кеткенде кетемін. Тем более Ауылда арманда жүрген кезде армандар орындалды ғой енді. қызың Кореяда тұрады ғой. Қызым иә Кореяда Кореяға жүр. барыңдар келейік. Уяққа мен өзім ұнамайды ол мемлекет. Сен бардың Біз ғой. болды бұл жақта, иә. Ұнаған жоқ. Онша ұнамады енді. Слишком бір әдемі бәрі бар, супер технология бәрі. Бір жаловаться ете алмайсың десе претензия бере алмайсың. Пиццасы невкусный деп жатыр. Мен тамақтары енді андай ащы тамақ жақсы көреді. Осы Шошқа маусымға етін жақсы көреді. Әлеке, осы маусымға болжамыңыз қандай? Қай команда чемпион атанады? Тағы да ордабасы болады ау. Тағы да ма? Астана что-то вообще 9-шы орынға түсіп кетті. Ақтөбе ше, Ақтөбе. Ақтөбе қазіргі осы последний жаңалықтарды алсақ, Иә. Ақтөбенің настроениесі жоқ Девалкадағы қой. проблема. Атмосферасы. Атмосферасы нашар. Қасым Не кетеді, үшін? Байтана Білмеймін, не кетті. үшін? Байтана кетті, Қасым досы оның. Ол да кетті деген өсектер кетіп жатыр. Бірақ ондай болмау керек негізі, олар чемпиондыққа лайық команда. Бәрі атмосферада жақсы болу керек, и ойындары жақсы болу керек. Соңғы кезде и ойындары да нашарлап кетті, и атмосфера нашарлап кетті. Жоқ, ордабасыға Еурокубоктан ұшып кеткені кәдімгідей не болмай ма, бір удар болмай ма? Чемпиондар лигасынан ұшып кеткені. Жоқ, керісінше ашылады ғой. Керісінше ашық. Жоқ, конференциялар лигасы жалғасады ғой. Болмайды енді. Жоқ, енді Қатқысын болмайды шығар. Тағы бір 2 ойыны бар ғой. И тем более Сидневты алып тастайтын шығар, наверное. Кім келеді оны? Меніңше ондай кім Петрокубтан өтпейтін команда. Сидневті қайдан алып тастауға? Уже 3 жыл болды ма қанша істеп жатыр? осы маусым алдында алып Жоқ, жанкүйерлер түсінбейді ғой, егер алып тастамаса. Достар, нашар әзілдер лигасы. Қонақта Алмат Бекбаев. Где Алмат хранит бронзовую медаль КПЛ за Ордабасы? Дома? Да? В шымкентском ломбарде. Кредиты же были по-любому. Әлеке, сіздің кезіңіз. Смешно. Мой вопрос, да? Почему Ямаль на церемонии награждения был грустный? Потому что девушка не приехала. Двойку получил. Девушка приехала, потому что... Попозже. Ему из-за возраста не разрешили пить шампанское. И еще детская. Почему Бекбаев часто выходил на матч с ножом? Ой, блин.
Это в переносном смысле, наверное, да? Да. Нет, в прямом. Все-таки в прямом. После матча пиццу рейс, наверное. О, точно, да. Да? Или стейк поесть. Стейк? Да. Стейк лучше, конечно. Чтобы ни один мяч не пересек линию ворот целиком. Просто его развязал. Пойдет, сейчас зашла. Что-то Я, да? вспомнил, десечь. Какая разница между футболистами сборных Европы и у Казахстана? Какая разница? Оқи беріңіздер сразу. В Европе футболисты выбирают сборную, а в Казахстане нет выбора. Они выбирают сборную от безысходности, как Да. Меркель, да? Точно. Что сделал Бигбаев, когда ударился дома о книжную стенку мизинцем? Ал орда салды. Отодвинул стенку на 9 метров от места удара. Пойдет. Почему казахские судьи не пользуются ВАР? Потому что по телеку сплошной пиздеж. Это хорошая, да. Что общего у Алмата Бигбаева и Джордана Пикфорда? Ничего. Он левша, я правша. А, чемпионами не стали, да? Чемпионами? Чемпион это? Премьер-лиги. Но есть еще один интересный факт. Они не пропускали 7 мячей от Кайрата. Точно. От Кайрата не пропускал так много. Почему Черчесов хвалит футбол Саутгейта? У физруков тоже есть профессиональная солидарность. Эту шутку сами, да, придумали же, да? Да, я сам Это не придумал. наше, не наше. Почему Бигбаева никогда не возьмут работать таможенником на границе с Кыргызстаном? Екі гол жіберді. Я, потому что двоих пропустил. деген Да, сияқты. потому что уже от Кыргызстана все пропустил. Ё-моё. Во, Или еще незаконно пересекал границу с Узбекистаном. с Узбекистаном, да. Что общего у трансляции матчей КПЛ и дешевых российских сериалов? Можно увидеть не только игру, но и лица операторов. И рюкзаки были еще, Да. сумочки там. Что общего у Бигбаева, когда он перешел в Ордобасы и селекционного отдела команды? В какой-то момент начали скупать все, что попадалось на глаза. Это да, это было. Я думал, начали снимать рилсы с едой. Куда вратари попадают после завершения карьеры? После завершения карьеры? В кальянку? Мяту, точно. Да. Чего не хватает Бигбаеву, чтобы к нему хотели приехать все казахи? Русская жена? Да? Нет. Угадал? Буквы «и» в конце имени. Алматы. Ага. Вот, блин, остроумные, а. Почему в Англии проснулся древний вулкан? Потому что матчи сборной закончились. Почти. После ухода Саутгейта все стали просыпаться. Почему Тобол, Ахтубе и Ордобасы выигрывали чемпионат, пропустив мало голов? Потому что судья помогал. Судья помогал? А какие факты? Вот здесь можно продолжить. Алмат Бигбаев не стоял на воротах. Вай, блин, молодцы, конечно. Почему ПСЖ, Манчестер Сити и Реал хотят купить Алипа? Потому что они думают, что это Ким Мин Дже. Почему Алмат Бигбаев не боится часто летать на футбольные матчи? 90-е. Потому что накатался в плацкартах. Да, точно. Какая разница между Месси и казахским Месси Еркебулан Сейдахмет?
Один оправдал, другой не оправдал? Месси забивает голы, а Еркеблан забил на все. Ну, не совсем согласен, ну ладно. Что говорит Бекбаев, когда мажет каркас ворот антикоррозийной жидкостью? Я не знаю. За мной не заржавеет. Почему казахская почта стала работать очень медленно? Не справляется с доставкой всех новых футболок Мбаппе в страну. И как мы должны были угадать это? Что общего у телефона Бекбаева на утро после вечеринки и его игры за Махтаарал? Там пропущенных много деген. Точно. Да, 9 Много пропущенных. пропущено. Да. Что общего у Ямала и казахского школьника, который поставил все свои деньги на победу Испании? 17 лет выиграли свои первые евро. Все. Осымен бізді шығарылымыз аяқталды. Қонаққа Алмат Бекбаев келді. Әлеке, көп рахмет сізге. Өте қызық әңгіме болды, өте жақсы шығарылым болды. Көп рахмет. Енді алдағы істеріңізде сізге сәттілік тілейміз. Алмат Бекбаев, Камен Шоу.